Шіркеу және халық. Снелман поптарға былай айтады: құрметті дінбасылар, шіркеу поптары, дұшпандарың емес, сіздерден бір балаң ретінде өтінішім, халықтың шын мәніндегі дінбасылары болыңыздар. Дін адамның жай ғана шіркеу қызметкері емес екендігін естен шығармаңыздар. Сіздердің міндеттеріңіз тек діни мейрамдар мен қасиетті күндерде халықтың алдына шығып сөз сөйлеумен шектелмейді. Иса пайғамбар ең алдымен халыққа адал, таза, жақсы өмір сүруді үйретіп, оларды сүйіспеншілікке, жақсылық жасауға шақырған. Сіздер де күнделікті уақыт жасап, халықпен тығыз байланыста болыңыздар. Тыңдаушыларын мезетіп, ұйықтатып тастайтын кітаптың сөздерімен сөйлемеңіздер. Ойларыңызды жалпыға түсінікті, қарапайым тілмен жеткізіңіздер. Егер Хазірет Иса біздің суымеге келген болса, халықпен қалай тіл табысқан болар еді? Бір сәтке соны ойлап, сіздер де солай тіл табысуға тырысыңыздар. Құрметті дін қызметкерлері, 2 миллион фин халқының болашағы үшін сіздерден өтінішім, қатып қалған сколастикалық философиядан, түбір латынша тілінен енген мектеп философиясы деген мағынаны береді. Яғни содан бойларыңызды аулақ ұстап, халыққа шынайы дінді насихаттаңыздар. Інжілде көрсетілген өмір сүру ережелерін жас демей, кәрі демей барлығына бірдей түсіндіріп, олардың бойында дінге құрмет, Інжіл заңымен өмір сүруге мұқтаждығын оятыңыздар. Бірде Финляндияның астанасы Хельсинкиде халық арасында діни наным-сенімнің азаюымен шіркеуге, дінбасыларға құрмет көрсетмеуінің себептерін талқылау үшін епископтардың бас қосатынын естісімен, Снелман аталмыш жиында сөз сөйлеуге рұқсат сұрайды. Епископтар болса, Снелманның сөз сөйлеуіне қарсы шығып, бұл епископтардың жиыны рухбан, христиандықта бір діни ортада дін адамның қызметін атқарушылар санатына кірмейтін адамға бұл жерде орын жоқ. Оның үстіне Снелман сияқты шіркеумен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын. Біреу шіркеудің жоғарғы өкілдеріне не айтып жатпақшы дейді. Снелман бұған жауабын жазбаша түрде жібереді. Ол хатта былай делінген: құрметті дін басылары, өз басым сіздерге бір нәрсе үйретуден аулақпын. Мен сіздердің қараса көз тоятын, нақышталған, үлкен, бай шіркеулеріңіздің іші неліктен суық болатынын айтқым келген. Сіздер өздеріңіз халықтың діннен, шіркеуден күн өткен сайын алыстап бара жатқанын мойындап отырсыздар. Мен мұның себебін түсіндіргім келеді. Менің дауысымда халықтың жан айқайы ретінде қабылдаңыздар. Сіздер мені жиналысқа қатыстырғыларыңыз келмейді, бірақ науқастың шағымын тыңдамай, оны қалай емдемексіздер? Осыны ойладыңыздар ма? Снелманның хатын алғаннан кейін оған жиналысқа қатысуына рұқсат берілді. Ол жиында өз кезегінде былайша баяндама жасады: құрметті жиынға қатысушы дін қызметкерлері, менің мақсатым сіздерді кінәлап, қате кемшіліктеріңізді жұртшылыққа паш ету емес. Мен сізде дін адамдарын жамандап, кінә тағатындар толып жатыр. Мен поптарды кінәламаймын, керісінше ең алдымен өзімді, қоғамда, халықты кінәлаймын. Себебі поптар көктен түскен жоқ, немесе басқа жақтан желмен ұшып, теңізбен жүзіп келген жоқ. Дін адамдары жақсы адамдар болсын, жаман болсын, біздің қанымызбен қаны, жанымызбен жаны бір бауырларымыз. Сондықтан дін адамдарын жамандап, қарайлайтындарға мен былай дер едім: біздің саудагерлеріміз мәдениетті ме? Аспазшыларымыз, ағаш шеберлері мен темір ұсталарымыз намысты ма? Жалпы қай мамандықтың иесі жоғары мәдениетмен мақтана алады? Адвокаттарымыз бен парламент мүшелерін, журналистерді өз туған өлкесінің тоғыры болады деп айта аламыз ба? Бұл сауалдарға қарсы сенімді түрде жауап бере алмаймын. Жер шұқып қалатынымыз өтірік емес. Олай болса, басқаларынан не сұрайсыңдар? Өз арамызда доңызды сеніп баққызатын сенімді бақташтап алмай отырып, шіркеуде құрметке лайық боп жоқ деп, неменеге дін басыларын қаралайсыңдар? Мен бұл жиынға дін адамдарына кінә артуға келген жоқпын. Дертіне дауа іздеп, дәрігерге жүгінген науқас адам сияқты ем іздеп келдім. Сіздерге айтарым, халық мәдениетсіз, жүрексіз, жалқау, ашкөз. Халықтың ешкімге еш нәрсеге құрметі қалған жоқ. Халықтың сенімі жоғалған. Барлығына күдікпен, сақтықпен қарайды. Осындай қоғамда дінге орын бар ма? Қандай дін болу мүмкін бұл жерде? Ол аздай халық арасында ескі, бос, наным сенімге сену
әлі күнге дейін кездеседі. Десек те, осы үшін халықты кінәлауға бола ма? Дін жайында халыққа кім, қашан және қалай түсіндірді? Хазіреті Иса мен оның жақтастары халық арасына сіңісіп, оған сағаттар бойы жаратушына сүйіспеншілікті түсіндіретін. Сөйтіп олар қарапайым, түсінікті тілмен халықтың рухын жаулайтын. Мыңдаған адам Исаның артынан еріп, Яхияны іздейтін. Қазір болса, шіркеулер қаңырап, бос тұр. Халық уағыздарға бармақ түгілі қашады. Неге? Себебі уағыздар халыққа түсініксіз, жүректеріне жетпейді. Ақылға қонымсыз, рухты оятып, көңілді көншітпейді. Бұл қорқыныштың алдын алуда сіздер ойластыруларыңыз керек. Бұл сіздердің міндеттеріңіз, құрметті дінбасылар. Сіздерге біздің халықтың рухани ауруға шалдыққанын айтқым келеді. Халық ауыр науқас. Халықтың діни наным-сенімнің әлсіреуі тек бір ғана шіркеудің проблемасы емес, әрине. Бұл мемлекет үшін де үлкен қауіп. Жаратқанға сенбеген көңіл кедейлігі, рухтың семгендігі, дінсіздік халық үшін қасиетті саналатын барлық нәрсені өлтіріп жоқ етеді. Мұның соңы хайуан тәрізді өмір сүруге, ождансыздыққа, менмендікке, жағымпаздық пен жалтақтыққа, адам тәрбиесінің ең төменгі дәрежесіне әкеп соқтыруы бек мүмкін. Сіздерге шіркеудің тізгінін ұстап отырғандарға айтарым, халықтың көңілінде жаратушыға деген сенім күннен күнге азайып бара жатыр. Бұдан қорқынышты не болуы мүмкін? Өздеріңізге, жаратушыға, туған өлкелеріңізге таза жүректі, адал болуларыңыз келсе, кінәліні басқа жақтан іздемеңіздер. Білімге, пәлсапаға немесе зиялы қауымға да кінә артпаңыздар. Барлық дін өкілдері мен мазһабтардың екіжүзділері әрдайым кінә артқан және әлі күнге дейін бұдан бас тартқан емес. Өзгеге кінә артқанша, өзіңізді кінәлап рухани ем іздеңіз. Жаратушыны өзіңіз іздеп табыңыз. Содан кейін халыққа жақсы өмір сүрудің жолын көрсетіңіз. Тағы да қайталайын. Жүректерде жаратушыға деген сүйіспеншілік болмаған халықтың күні қараң. Сол себепті сөзімді сіздерден, епископтардан көмек сұрап аяқтамақшымын. Халықты құтқарыңыздар. Жүректерге жаратушыға деген шынайы сүйіспеншілікті енгізудің жолын қарастырыңыздар. Сол үшін күн-түн демей еңбек етіңіздер. Снелман сөзін аяқтап, құрылтайға қатысушыларға сәлем берді. Оның сөздері жиынға қатысушыларға қатты әсер етті. Кейбір әреніш білдіргендер бар дауыстарымен айқайлап, бұл шіркеуге қара күйе жақта, екі жүзді деп айқай салды. Епископтар болса, Снелманның айтқандарына қосылып, үнсіз бастарын изеген. Снелманның әрбір сөзі олардың көңілінде өткенге салауат айтып, келер күнге деген сенім мен қуаныш ұялатты. Құрылтайға қатысушы қарт епископтардың бірі, Снелманның оқыған мектебінде көптеген жылдар бойы поп қызметін атқарған екен. Ол орнынан тұрып Снелманға жақындап, маңдайынан сүйіп, рахмет саған. Сен бүгін өзіңнің қарт мұғаліміңді бір қуантып тастадың. Сені көріп, сөздеріңді тыңдап, халқымыздың жарқын келешегін көргендей әсерде қалдым. Туған халқының болашағы үшін басыңды бәйгеге тігіпсің. Осындай қиын да жауапты міндетті орындауда Тәңірім саған жар болсын деп ризалығын білдірді. Осы оқиғадан соң епископтар өз қарамағындағы елді мекендерде поптар жинап, халықты шіркеу уағыздарына қалай тартып қызықтыруға болатынын талқылады. Дін адамдар мен халықтың арасын жақындатудың жолдарын қарастырды. Көптеген жерлерде поптар бірігіп Інжілді оқып, оны тереңінен талдап, өз араларында тәжірибе алмасты. Күн өткен сайын мұндай сұхбаттар мен уағыз, бас қосулардың саны артып, оған келуші халықта көбейе бастады. Жастары мен жасамыстарды бөлек-бөлек топтастырып, балаларға жастарына сай тілмен түсіндіретін арнайы уағыз насихаттар пайда болды. Осылайша халықтың саны да сапасы күн өткен сайын жақсарып, семген рухтар жібіп, жүректерге жалалық ұялай бастады. Снелман мен достары халықтың рухани серпілісіне куә болып, біз туған халқымызды рухани тәрбиелеу жолында қызмет ететін ең тамаша, нағыз көмекшілерді таптық деп сүйсінді. Мемлекеттік қызметкерлер. 1816 жылы Финляндия Ресейдің құрамына кірген кезде, келісімшарт бойынша Финляндия мемлекеті жаңадан ата заңдарын қабылдап, осы заңға сәйкес Сейм
яғни финдердің ұлт мәжілісі бірнеше құқыққа ие болды. Бірінші Александр өз баяндамасында Ресей қол астына кірген финдерді жаңадан қабылданған атазаң шеңберінде басқаратынына және өзінен кейінгі болатын Ресей басшыларды осы атазаңмен әрқашан санасатынына сөз берді. Ұлт мәжілісінің ашылуына орай мемлекеттік қызметкерлердің конгресі ұйымдастырылды. Бұл конгреске Снельман да қатысып, өз кезегінде Финляндиядағы шведтер заманынан бастау алатын қызметкерлердің тарихнамасын түсіндіріп, баяндама жасады. Снельман аталған конгресте шведтер өте намысқой, бақытты, керемет сұлу, терең ойлы және парасатты халық. Өз басым шведтерді жақсы көрем. Олардың арасында менің көңілімді жықпай, сыйласатын достарым баршылық. Швед азаматының кез келген салада жетістікке жеткенін шын көңілден қалайын. Әйтсе де, тағдыр тәлкегіне түсіп, жетімсіреп қалған туған өлкеміздің шведтерден егемендік алғанына өте қуаныштымын. Шынымды айтсам, өз басым ұлтымның швед мемлекетінен емес, швед қызметкерлерінен құтылғаны үшін өзімді бақытты сезініп тұрмын. Себебі Финляндиядағы швед қызметкерлері Финляндия үшін де, Швеция үшін де екі жаққа бірдей кесірін тигізді. Швецияның мемлекеттік қызметкерлері еңбекқор, ақылды, тәрбиелі адамдар. Бірақ бұл жердегілер, яғни Финляндиядағы шведтер мүлде басқаша. Швед мемлекеті деп көптеген басқа мемлекеттердің жасаған қателіктерін қайталап, қызметкерлерді жетілдіру саласында бірнеше келеңсіздіктерге жол берді. Олар ең сапалы, тәжірибелі қызметкерлерін үлкен қалалар мен орталықтарға орналастырып, шалғай орналасқан аудандар мен қыстақ елді мекендерде тәжірибесіз мамандар жіберетін. Барлық ұлттарда кездесетін сияқты, кейбір бай швед отбасыларында да жалқау, қабілетсіз, ешқандай жұмысқа жарамсыз, ішкілікке құмар жастардың толқыны пайда болған. Барлық білім ордаларынан шеттетілген, ешбір қызметке қабылданбаған, саудамен де айналысуға ебі жоқ, қара басына пайдасы жоқ, еңбек етуді қаламайтын, тіпті талпынбайтын ондай жастар ата-аналарының жиіптергенін оң-сол шашып, ақыры болмағасынан әке-шешелер билікке сөздерінің өтімділігін пайдаланып, қолдарынан түк келмейтін балаларын танысы арқылы Финляндиядағы жоғары қызметтерге орналастырып келді. Осындай жолмен елімізде қызмет тізгінін ұстап отырған мыңдаған, тіпті одан да көп маман-сымақтардан болашақта қандай жетістік пен нәтиже күтуге болатынын өздеріңіз де іштей сезіп отырған боларсыздар. Орта мектепті жартылай әупірімдеп жүріп бітірген надан және тәрбиесіз мамандар уақытының көбісінің қызмет орнында емес, құмарханалар мен мейрамханаларда өткізетін. Бұл қызметкерлер жұмыс істеуге құлықсыз, тіпті жұмыс істегілері келсе де, оның көзін тауып істей алмайды. Өздерінің міндеттерін толық түсінбегені былай тұрсын, жауапкершілікті сезінбейтін мұндай адамдар қарапайым халықпен бетпе-бет келе қалса, тәкаппарланып, өздерінің халықтан жоғары ұстауды ғана біледі. Күнделікті жұмыстарына кеш келіп, ерте кетеді. Жұмыс уақытында достарымен бас қосып, кофе ішіп, шылым шегіп, газет оқып, өздерін қызықтыратын бір тақырыпты тауып алып, бос әңгімемен уақыт өткізгенді жақсы көреді. Бір мәселенің шешімін іздеп келген адамдарды бірнеше сағат бойы есіктеріне телміртіп қояды. Хатшылары кезек күтіп отырған адамдарға: "Бастық қазір бос емес, жиналыста. Күте тұрыңдар" деп зекиді. Қарапайым халық күні бойы күтуден әбден жалығып мезі болады. Олардың сол сәттегі түрлеріне қарасаңыз, құтты түйеқұс сияқты. Көздері қызарып, амалы құрып, жігерлері құм болған. Қойшы, әйтеуір не керек? Бірнеше сағатқа созылған телміруден соң бастықтың қабылдауына кіреді. Дегенмен бұл қабылдаудың осыншалық сарылып күтуге татымайтынын бастықтың алдына кірген кезде ғана түйсінеді. Себебі кірген адам енді ғана келген, себебін айта бастағанда бастық: "Бүгін менің уақытым тығыз, ертең кел" деп қысқа қайырады. "Өтінем, мен алыстан келіп едім, мүмкін өтінішіме құлақ асарсыз" десе, "Не деген сөзге түсінбейтін адамсың? Айттым ғой, ертең кел" деп ашуланады. Әлгі адам: "Шынымды айтсам, мен күнде келіп өрге жолақысына төлейтін ақшадан да қиналамын. Көп күтетін уақытым да жоқ" деп жағдайын түсіндіруге тырысқанымен, бастық сымағымыз: "Сізге ертең кел дедім ғой. Неге сөзге түсінбейсіз? Тезірек бөлмені босатыңыз" деп шығарып салады. Сонан соң
қызмет бөлмесінен шығып бір жерге көңіл көтеруге барып, қымбат шараптарды судай сіміріп, сұлу әйелдермен уақыт өткізеді. Сөз жоқ. Мұндай қайғысыз, қамсыз өмір кешу үшін көп қаражат қажет. Осы себепті көптеген мемлекетке қатысты маңызды мәселелер құмарханалар мен көңіл көтеретін орындарда жүрдім бардым қаралатын болды. Ел арасында билік басында қызметкерлер жайлы түрлі алып қашпа әңгімелер тарап, халық болашағынан түңіліп өз араларында мұндай адамды Стокгольмнан мынадай жауапты қызметке қалай жіберген? Бұл масқара қанша уақытқа созылады деп жоғары жаққа шағымданады. Жергілікті басқарушыларға көңіл толмайды, оларға наразы. Бірақ халықтың үнін еститін құлақ жоқ. Ақыр соңында халық та мез болып, мемлекет қызметкерлерінің өзі түрлі заңсыздықтарға жол беріп отырғанда, біздікі бос әурешілік қой. Ендеше бізде мүмкіндікті қалт жібермей, қара басымызды күйттеп, қандай жолмен болса да өз мақсатымызға қол жеткізуіміз керек деп, осының салдарынан қоғамда түрлі заңсыздықтар белең ала бастайды. Снельман сөзін бұлайша сабақтады. Қазіргі таңда салыстырмалы түрде біз бақытты адамдармыз. Себебі күн өткен сайын біртіндеп жер-жерде өзіміздің фин ұлтының оқыған өкілдері түрлі салада қызмет тізгінін ұстап отыр. Мамандар жетіспеген жағдайда шведтердің тәжірибелі, сапалы мамандарын таңдап ала аламыз. Әр қайсыңыз маман ретінде қызмет орындарыңызда мейлінше жаңа жүйемен жұмыс жасаңыздар. Ескі жүйенің ешбір ізі қалмайтын болсын. Ескі жүйенің сарқыншақтарын тазалап, жаңа әдістерді енгізіп іске асырыңыздар. Ескі жүйенің ешбір ізі қалмайтын болсын. Халқымыз әрбір маман өз еліне, туған өлкесіне адал қызмет ететінін сезінетін болсын. Қандай да бір істің шешімін табу үшін көмек сұрай келген адамға сізді шағып алатын жәндікке қарағандай үрке қарамаңыздар. Қолдарыңыздан келгенше халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, оларға жәрдем беріп, жылы жүзбен қарсы алып, шығарып салыңыздар. Егер бір отандасымыздың талап тілегі орындалмаса, ол сіздің көмек қолын созбағандығыңыздан емес, заңға қайшы болғандықтан, жүзеге аспағандығына халық күмәнсіз сенетін болсын. Болашақ ұрпақ тәрбиесінде мұғалімдер қаншалықты жауапты болса, мемлекет қызметкерлерді халықты тәрбиелеу жолында соншалықты жауапты екендіктерін түйсініп, соған сәйкес қызмет атқару керек. Осы сөздерден кейін Снельман мысқылдай күліп, өзін тыңдап отырған көпшілік қауымға елімізде кең етек жайған заңсыздықтың ұстаздары кім, білесіздер ме? Деп сауал тастады. Артынша өз сұрағына өзі былай жауап береді. Олар заңды шығарып, оны қабылдайтын мемлекет қызметкерлері, халыққа заңға бағыну керектігін үйретушілер. Сондықтан құрметті мемлекет қызметкерлері, заң Финляндия мемлекетінің атынан сіздерге мынадай өтінішім бар. Ұлтымыз бен заңымызға құрмет көрсетудің үлгісі болыңыздар. Қарапайым халықпен мейлінше шынайы әрі әділ болып, екі жақты сенімге қол жеткізіңіздер. Бұл Снельманның халық алдында алғашқыда соңғыда сөз емес еді. Ол қай жерге барса да, сәті түсе қалса, қызметкерлерге осы сынды тақырыптарда сөзі қозғайтын. Оның бұл еңбегі нәтижесіз қалған жоқ. Біртіндеп халықтың мемлекет қызметкерлеріне деген сенім оянып, оларға құрмет көрсетіле бастады. Арада біраз жылдар өткен соң, фин қызметкерлерінің жалындаған жап-жас жаңа буыны пайда болды. Олар білімі, тәрбиесі, терең түсініктермен, парасат пайымдармен жан-жақты дами отырып, күллі әлемге өздері мойындатып, өзгелерге үлгі бола білді. Қазіргі таңда Финляндия халқы өз мемлекет қызметкерлерін мақтан тұтады. Казарма. Финляндия Швецияның қол астында болған кезде финдердің өздерінің ата заңы Сейм деп аталатын ұлттық мәжілісі және ұлттық валюталары болған. Сондай-ақ шектеулі әскери күшке ие болған. Финдер Ресей қол астына өткеннен кейін де бұларды сақтап қалды. Шведтер басқарып тұрған кезде ұлттық мәжіліс пен әскери күш және ұлттық валюта қорын швед ұлтының өкілдері басқарған. Осы тұрғыдан алғанда, финдер швед мәдениетінің өміршең болып, дами түсу үшін қолданатын жандық құралы болған. Финляндия
Ресей қол астына кірген күннен бастап ақ финдер жоғарыда аталған бірлестіктер мен қорларын өз меншігіне алып, туған өлкесінің шын мәніндегі иесі болу жолында күресті бастап кетті. Олар ең алдымен бастауыш, орта және жоғары білім ошақтарындағы швед мұғалімдерін алып, орнына фин мұғалімдерін тағайындады. Сонан соң өз ұлт өкілдерінің арасынан дәрігерлер мен мемлекеттік қызметкерлерін дайындауға кірісті. Кіші фин әскерінің құрамында жергілікті ұлт өкілдерінен жасақтала бастады. Шведтер заманында қатардағы әскер құрамында бірен-саран фин өкілдері болғанымен, қолбасшылық шендегілер барлығы дерлік швед ұлтының өкілдері болатын. Шведтер қаһарман халық. Реформа кезінде Густав Адольф және үлкен Петро заманында 12-ші Шарль швед әскерінің даңқын бүкіл Еуропаға танытқан болатын. Десек те, ол кезде шведтердің әскери күші ақсүйектердің қолында болған. Олар өзгелерді, яғни мемлекет қызметкерлері мен саудагерлерді, өзге де қоғамның зиялы қауым өкілдерін мұрындарын шүйіріп менсінбейтін. Әскери күш құрамында да қарапайым отбасынан шыққан әскерлерге ерекше қатал тәртіп орнатылған. Офицерлер болса, өз әскери міндеттерін өтеуге құлықсыз. Бар болғаны әскерлерді сапқа түсіп, әскери жиындар өткізіп, казарма өмірмен ғана шектелетін. Басқа пайдалы еш нәрсемен айналыспай, есесіне бос уақыттарында ішкілік ішіп, домино ойнап, немесе би билейтін болған. Олардың көбісінің әскери білімдері жеткіліксіз. Орта мектептен кейін білімдерін жетілдірмеген. Өздері үлгі тұтатын идеалдарда болмаған. Бар білгендері қылыштарын айға біліп, бос әңгіме айту. Ақшаларын оң-сол шашып, шыттай болып киініп ап, қыдырып, би билеуде алдарына жан салмайтын. Ішкілік пен құмар ойындардың жанкүйерлері болған. Әскерлерге жекіп, ауыр сөздер айтып, оларға казарманың өгіздері деп келемеждеп, әлімжеттік жасайтын болған. Снелманның бастамасымен Финляндияның жас зиялы қауым өкілдері мемлекеттің әскери күшіне ерекше көңіл бөле бастады. Әсіресе, отан алдындағы борыштарын өтеп жүрген сарбаздардың білім мен біліктілігіне, тәрбиесіне жан-жақты назар аударылған соң, күн санап, ұлттық армияның да деңгейі өсе бастады. Нәтижесінде лицейлердің озат, үлгілі түлектері, тіпті университет түлектерінің өзі әскери мектептерге барып білімдерін жетілдіретін болды. Олар бір жағынан әскери борыштан өтіп, екінші жағынан өздерін азамат ретінде жан-жақты дамыта білді. Снелман әскер құрамдағы жастардың үнін халық пен билікке жеткізуде де олардың ең жақсы аудармашысы бола білді. Ол әрдайым өзі қатысқан жиналыстар мен жазған мақалаларында төмендегі пікірлерді тілге тиек ететін. Сырт көзге мәдениеттің шыңына қол жеткізгендей болып көрінген ұлттар мен ұлыстардың өзі түсіністік пен бейбітшілікте өмір сүру үшін қажетті мәдениет пен парасаттың жоғарғы сатысына қол жеткізе алмаған. Мұның айқын дәлелі әлі күнге дейін айуандық пен кек алу сияқты жабайылық адамзат қоғамында жалғасын тауып келеді. Мұндай қорқынышты толқындарға кеуделерін тосқан адамдар өз құқықтарын қорғау үшін қарсы шығып, осылайша қоғамда түрлі қақтығыстар белең алады. Отанды қорғау үшін жанын пида етуге даяр тұратын әскери күшті басқару оңай емес. Ондай күш сөзсіз аса қадірлі әрі қымбат. Мемлекет шекарасына жүзін бұрып, кірпік қақпастан міндетін орындайтын әскерлеріміз туған халқының тыныш ұйқысы мен бейбіт тіршілігінің кепілі. Снелман әскери күш жайында. Әскерилер өздерін дін жолында құрбан етуге дейін баратын дәруіштер сында. Біз әскер емеспіз. Сол себепті отанымызды түрлі қауіптен қорғайтын жанды қорғандар, сарбаздарымыздың қадіріне жете алмай келеміз. Бұл жанды қорғанды тұрғызуда қолданылған әрбір кірпіш пен құмның түйірі бір адам баласы. Олар біздің өмірімізге қауіп төне қалған жағдайда өз бастарын өлімге тігуге дайын жандар. Көшеде, дүкендерде немесе шайханаларда әскерлерді кездестіре қалсам, оларға: менің әзіз бауырларым, сендер менің және туған халқымыздың азаттығын қорғау үшін осындай ауыр міндетті арқаладыңдар. Құдай сендерге жар болсын, деп айтқым келіп тұрады. Казармадағы әскердің әр қайсысын жарқылдаған жанды алмасқа теңгер болсақ, жыл сайын борыштан өтеп болған соң,
Мыңдаған алмас отбасына жарқылынан айырылып жүздері сынық болып қайтады. Яғни мыңдаған сарбаздарымыздың әскери борышын өтеу кезінде денсаулықтарына зиян келетіні де шындық. Осылайша бүтін алмастарымызды өз қолымызбен сындырып алып жатамыз. Бұл біздің мемлекетімізге үлкен сын деген жиі айтатын. Снельманның бұл үндеуін естіп оқыған офицерлер біздің ұлттық қарулы күшіміздің жаңаруы керек. Әрі бір әскери борышын өтеп жүрген сарбаз казармада бордақыланып жатқан мал емес. Олар біздің өмірде көргені аз, тәжірибесіз інілеріміз, бауырларымыз деп қарауымыз керек. Отанымыз оны білімі мен тәжірибесін жинақтасын деп әскер қатарына жіберген. Бұл сарбаздарымыз әскери борыштан өтеп болған кезде отанымыз бізге: сарбаздарды қалай дайындадыңдар? Сендерге аманат ретінде берілген 100 мыңдаған жас жеткіншекті қалай тәрбиеледіңдер? Деп сұрайды. Офицер сарбаздар оның мұғалімі әрі тәрбиешісі, қажет болса ақыл кеңесін аямайтын арқа сүйер ағасындай болу керек. Олардың әрқайсысы офицерлерге берілген аманат. Әрбір офицер қарамағындағы әскерлердің денсаулығы мен барлық мұқтаждықтарына жауапты адам. Сарбаздардың ойлау жүйесінің дұрыс қалыптасуына ықпал ететінде, жүрегінде отансүйгіштік қасиетті оятатында, олардың биік парасатты, тәрбиелі болып, туған халқына мейіріммен қарайтын сүйіспеншілік сезімінің бойына сіңіретін де офицерлер. Деп осындай жаңа міндеттер жүктелген фин халқының жас офицерлері үлкен жауапкершілік талап ететін үлкен міндеттемелерді орындауда жүрексінбей, керісінше, біз тек соғыста ғана емес, бейбіт күнде де туған өлкемізге пайдалы бола аламыз деп жігерлене түсетін. Ертеректе әскери казарма деген кезде халық тіксініп қалатын. Көпшілік жиналған жерде тәртіпсіздік орнай қалса: мырзалар, сіздер казармада тұрған жоқсыздар ғой. Мына жерден казарманың иісі шығады. Байғұс казармада болып кеп бұзылып кетіпті деген сияқты жағымсыз пікірлер жиі айтылатын. Жаңа жүйемен білім алып, тәрбиеленген жас офицерлер бұл сөздерді естіген сайын намыстанып, өздерінің кәсіби деңгейлерін дәлелдеуге тырысып бақты. Олар: жаңа әскери казармалар жаңалыққа толы болады. Біз барлық әскери казармаларда халықтың ең сенімді білім орнына айналдырамыз. Тіпті бұл казармалар әскерде болған әрбір ер азаматтың өмір бойы сағынышпен еске алатын, жастық шағының ең жарқын сәттеріне айналатын болады. Уақыты келгенде ел аузында казарма туралы: Құдайға шүкір, әскерге барып нағыз азамат болып келіпті. Ол бұл тәрбиені казармадан алған. Әскерге барып намысқой, еңбекқор, жоғары мәдениетті болуды үйреніпті деген жылы лебіздер ғана еститін боламыз деп жігерлене түсетін. Осындай мақсатты ұстанған жас офицерлер оған қол жеткізу үшін түрлі жаңа әдістер ойлап тауып, казармадағы ескі жүйені түбегейлі өзгертуге білек сыбана кірісті. Финляндия шведтердің қол астында болған кезде казармалардың іші өте лас, қолқаны қабатының қоңсыған иіс әбден сіңіп қалған. Жағдайы өте нашар болатын. Әскерлердің киімі жопыны, олардың күнделікті ішіп-жеген тамақтары да тойымсыз. Дәрумендер өте аз тағамдармен қоректенетін болған. Татымы жоқ тағамға тәуеттер болмаған сарбаздар дұрыс тамақтанбағандықтан түрлі ауруға шалдығатын болған. Офицерлер мен өзге де әскери шенділер курсанттардың ішіп-жемімен, киім-кешектеріне бөлінген қаражатты үнемдеп, оларды адам құрлы көрмейтін. Өз араларында ауыздарына келгенді айтып, қалай болса солай сөйлеу сарбаздар үшін үйреншікті жағдайға айналған. Қазіргі кезде бұл жайттар түбегейлі өзгеріп, ең алдымен казарманың дуалдары боялып, ауасы тазарып, бақшасына гүл отырғызылып, терезелеріне перде ілініп, босағада кіреберісте төсеніштер төселіп, сарбаздардың барлығы күн сайын мәжбүрлі түрде моншаға баратын болған. Жеке бас гигиенасы мен қоршаған орта тазалығына үйренген соң, сарбаздардың ішкі рухани тазалығы қолға алынды. Шведтердің тұсында Финляндия қит етсе, швед сияқты маскүнем адам, швед еркек сияқты ұрсат деген сөздер халық арасында кең тараған еді. Мұның себебі де жоқ емес. Шведтер заманында көбінесе маскүнем еркектер, әскерилер, генералдар барлығы дерлік қуанышында, ренішінде жаман сөзбен жеткізу әдетке айналған. Бүгінгі жағдай мүлде басқаша. Себебі фин халқының жаңадан жасақталған жас сарбаздары қолдарын жуып, адал ас ішіп, күнделікті тіл тазалығына мән беретін болған. Күнделікті тіс тазалығына мән беретін болған. Тіс тазалығына әдеттенген соң, тілдерінде тиіп, лапыт сөздер қолданбай,
өз араларында барынша мәдениетті болуға талпынады. Ертеректе тек әскерлер ғана емес, офицерлердің өзі дауыс көтеріп сөйлеуді қаһармандыққа балап, мұны казарма өмірінің бір бөлшегі деп қарап, неғұрлым боғауыз көп қолданса, сонысын өздерінше жетістік көретін. Қазіргі фин әскерлері болса, казармаға мүлде жаңа леп алып келді. Олар: казарма біз үшін қасиетті ұғым. Поп үшін шіркеу, мұғалім үшін мектеп қаншалықты қымбат әрі маңызды болса, біз үшін казарма соншалықты қымбат. Сондықтан да біз бұл жерде барынша тәрбиелі болып, басқаларға үлгі болуға міндеттіміз. Казарманы маскүнемдер мекеніне немесе боғауыз сөз айтылатын жерге айналдыру ешкімнің қақысы жоқ. Казарманың ішінде кез келген жерге түкірмей, төсек жабдықтарынан зиян тигізбей, жаман сөздер айтпай, ауыздарыңа ие болып, өзгелердің де құлақтарын кірлетуші болмаңдар. Қалай болса солай сөйлеу иттің үргенінен де жаман естіледі. Бұл рухани мәдениетсіздіктің белгісі. Нағыз жігіт екендіктеріңді дәлелдеудің басқа да лайықты жолдары бар. Мәселен, жүзуді, күресті, тағы басқа үйреніп, спортпен шұғылданыңдар. Көпшілік жиналған жерде өздеріңді мәдениет ұстаңдар. Пайдалы кітаптарды көп оқыңдар. Оқығандарың мен тыңдағандарыңнан нәтиже шығарыңдар деп сарбаздар жақсылыққа баулайтын. Осындай тәрбие мектебінен сусындаған жас сарбаздардың әрқайсысы уақыт өте келе бір білімді ұстаз болып шықты. Күнделікті дәрістерден бөлек әрбір офицер қарамағындағы әскерлерді тәрбиелеу үшін күніне арнайы 1-2 сағат көңіл бөлетін. Оларға түрлі ойындар мен қызықты курстарда, түнгі кітап оқу сағаттарын ұйымдастырды. Әскерлік борыштан өтіп, елге оралған азаматтарға қандай іспен шұғылдануға болатын жайында кеңестер беріліп, осы жайлы баяндалған кітаптар оқытылып, сарбаздарды үлкен өмірге дайындайтын. Олар әскерден қайтқан сарбаздар үшін қарапайым өмірдің мәнін ұғынуға жол ашатын пәлсапалық көзқарастарын қалыптастыра білді. Болашақта барған жерлеріңде құдды басын топыраққа тығып алған түйеқұс сияқты өзгені тыңдауға құлықсыз адамдармен кездесесіңдер. Олар адам сияқты өмір сүрудің екенін толық түйсінбеген, көргені тым аз, тіпті кітаптан да оқымаған болуы мүмкін. Қайтадан олардың қасына барып, баяғы қалыптарыңа түсер болсаңдар, өздеріңді де, бізді де ұятқа қалдырасыңдар. Ол жерлерге жаңа өмірдің жаршысы болып барыңдар. Шалғай жерлерге өмір сүріп жатқан адамдардың рухын сілкіндіріп, оятыңдар. Онда жаңа түсіністік пен бейбіт өмірді мәдениет пен еңбекті ту өткен қоғам құрыңдар. Әр қоғам мен буын өкілдерінің арасында батырлығы мен қайсарлығы мен ерекшеленген тұлғалар болған. Қазірде олардың ұрпақтары арамызда өмір сүріп жатыр. Ондай текті жандар қажет болса, ел басына күн туған кезде қасық қандары қалғанша күресуге сөз бере алатын қаһармандар. Бейбіт күнде отанымыздың жарқын болашағы үшін қызмет ету, оның азаттығы үшін соғысумен пара-пар. Сол себепті еліміздің келешегі үшін аянбай еңбек етуіміз керек. Топырақты қалай игересіңдер? Дәнді дақылдарды қалай егесіңдер? Жан-жануардың еті мен сүтін, орманның ағашын қалай пайдаланасыңдар? Ер азаматтар мен әйелдер қалай тіл табысады? Ата-аналар өз балаларын қалай тәрбиелейді? Өмір сүру салтын жүйелі түрде қалыптастырған ұлттар мен ұлыстарда бұл сұрақтар қалай шешім тапқан? Бір байқап көрейік. Ағылшындардың маталары, чехтердің әйнектері, Ирландияның қойлары, француз шараптары, Данияның сары майы, Брюссельдің қолөнер туындылары, орыстардың тондары, шведтердің сіріңкесі неліктен дүниежүзінде жоғары сұранысқа ие? Себебі бұл бұйымдардың ең сапалысы осы елдерде шығарылады. Біз болып, сіз болып, болашақта әлем мойындайтын сапалы бұйымдар шығарып, еліміздің даңқының шығуына үлес қосуға міндеттіміз. Әйтсе де ондай жетістікке жету үшін халқымыздың көзін ашып, жол көрсететін адамдар қажет-ақ. Олар кімдер болмақ? Ол үшін өлкеміздің шалғайларында батпаққа батып жатқан ормандарға дейін барып, жанкештілік танытатын жандар бар ма? Әскерлердің көңілін елең еткізіп, рухтарын оятқан бұл сауалдардың жауабын офицерлер өздері беретін. Сіздер, бұл бастамаларды алғашқы болып сендер жасайтын боласыңдар. Міне, сол кезде ғана отбасыларың, ауыл аймақ пен отанымыз сендердің ұзақ уақыт казармада өткізген уақыттарыңнан ұтпаса, ұтылмайтын болады. Керісінше, сендердің осында үйренгендеріңнен олар да үйреніп жатса, біздің кеңесіміздің бір кәдеге жарағаны. Сіздер казармаға алғаш келген кезде өңделмеген темір сынды болсаңдар, қазір балқытылып, белгілі бір қалыпқа енген, жүрегінің жалыны бар, жігерлі
жас болып қайтасыңдар. Табиғаттың сыйынан махрұм қалған Финляндияның батпақ даласында фин халқының жас офицерлері бар ынта жігерлерімен туған өлкелеріне қалтқысыз қызмет ететін білімді, күшті де қайратты жастарды осылайша тәрбиелеп шығарды. Әскерлер өздерінен жас үлкен офицерлерді мақтан тұтып құрметтейтін. Әскерлік борыштарын өтеу барысында оларды ренжітіп алмас үшін барынша мұқият болуға тырыспаған. Олар өздерінен әлсіздердің әрекеттерін қадағалап, өзгелерге де зияны тиіп кетпеу үшін бір-біріне қамқорлық көрсететін. Сарбаздар борыштарын өтеп, елге оралғаннан кейін де офицерлермен хабарласып, оларды жиі еске алып, хаты арқылы елде болып жатқан жаңалықтармен бөлісіп отыратын. Туған ауылдарындағы жаңа, жарқын өмірдің бастауы жайлы айтып, өздерінің болашаққа жоспарларымен бөлісіп, офицерлерден ақыл кеңес алып отыратын. Шалғай жерлерге жете бермейтіні, жаңа басылымдарға жазылып, жаңа шыққан кітаптарды жіберулерін өтінетін. Офицерлер мен сарбаздардың бірігіп қолға алған жұмыстарының нәтижесінде шалғай жатқан елді мекендер мен әскери казармалардың арасында екі жақты шынайы байланыс орнады. Осылайша Финляндияның түкпір-түкпірінде денсаулық пен мәдениетке шақыратын жаңа өмір салты жан-жақты насихаттала бастады. Әскери казарма халықтың түсінігінде қорқынышты жер емес, керісінше мақтауға лайық жақсылықтың жаршысына айналды. Финляндияның түкпір-түкпірінде отбасында бұзықтық жасай қалған балаларына ата-аналар: тезірек әскерге баратын жасқа жетсең, казарманың тәрбиесін алсаң, нағыз адам болардың дейтін болды. Мұны естіген көршілер де құптап: әскерге барса жақсы болары сөзсіз. Мұндай тәртіпсіздерді казарма адам қылып шығарады. Көрдің бе, Пека Юксон, Руди Антоненде әскерге барып, нағыз азамат болып келді. Олардың бұрын қандай болғанын бәріміз де білетінбіз. Тіпті адам болмайтын шығар деп ойлайтынбыз. Сіздің балаңыз да солар сияқты әскерге барып, жөнделіп, әлі-ақ нағыз азамат болады. Себебі әскери казарма біздің балаларымызды бізден жақсы тәрбиелейді дейтін болды. Ауылдың ақсақалдары да осы пікірді қолдап: ол рас. Бұрындары біз қалай байқамағанбыз. Өмірді көп қателіктерге бой алдырыппыз. Қазіргі жастарымызға қарап шүкір дейміз. Олар өмірдің мәнін жас сайынан ұғынып өсіп келеді. Жастарымызды осындай тәрбиелі әрі білімді етіп шығарған әскери казармалар бұрынға қарағанда әлдеқайда өркендеп дамыған дейтін. Түсініктеме: қамырдың ашытқысы неғұрлым сапалы болса, қамыр да соғұрлым тез көтеріледі. Казармаларда құтты ашытқы тәрізді. Неғұрлым әскери тәрбие сапалы болса, жастарымыз саналы болып, сол арқылы халықтың рухы тез сілкініп көтерілетіні сөзсіз. Футбол. Наполеон билік басына келген күннен бастап Еуропада соғыс аз болған жоқ. Ол Еуропа мемлекеттерінің барлығына дерлік соғыс жариялады. Әсіресе Англияны жеңуді көздеді. Ағылшындар болса өз кезектерінде Наполеонды биліктен кетірудің түрлі жолдарын ойластырып бақты. Наполеон Еуропамен қатар Ресейге де қыр көрсетті. Француздармен соғыс болуы мүмкін деп қауіптенген Ресей 1808 жылы Швециямен арада болған соғысты тоқтатты. Көп ұзамай-ақ тарихта танымал болған Ресей мен Франция арасындағы қызыл қырғын соғыс басталып та кетті. Наполеон бар әскери күшін біріктіріп, Мәскеуге дейін келді. Бірақ осы тұста орыстардан тойтарысқа ұшырап, кері шегінуге мәжбүр болып Францияға қайтты. Францияға келісімен қайта қол жинап, бұрынғы әскери күшті қалпына келтірудің амалын қылды. Бірақ Наполеонның ең басты қарсыласы ағылшындар барлық Еуропа халқын француздарға қарсы қойды. Осы соғыста Наполеон тұтқынға түсіп, Сент-Элен деп аталатын аралға жер аударылады. Ұзақ жылдар бойы Наполеонның жорықтарынан мезі болған бүкіл Еуропа жұртшылығы бұл хабарды ести сала, бөріктерін аспанға атып қуанышқа кенелді. Осы оқиғадан соң барша еуропалықтар ағылшындардың күш-жігеріне тәнті болып, олардың әрбір ісін өздеріне үлгі ете бастады. Тіпті ағылшынның бар болмысы сәнге айналды. Еуропалықтардың кішкентай балалары мен жас жеткіншектері үлкендердің қылықтарын дұрыс-бұрысын сараламай, ішкілік ішіп, шылым шегіп, жаман сөздер айтып, ағылшындар өмірінің күлкілі және зиянды тұстарын айна қатесіз көшіріп, қайталап,
қысқа уақыт ішінде ағылшындардың көшірмесіне айналды. Еуропаның байлары болса, ат жарыстарында қомақты ақша тігіп, виски ішіп, ағылшындардың киім үлгісімен киініп, шаш үлгілерін ағылшынша қысқартатын болды. Жастар жағы бар ынтасымен ағылшынның спорт түрлеріне, әсіресе футболға беріле бастады. Толыққанды білім алмаған Еуропа жастары футбол десе ішкен астарын жерге қоятын болды. Футболдан ләззат алып, оның қызығына құныққан байдың балалары оны өнер мен білімнің деңгейіне дейін көтеріп жіберді. Халықтың футболға деген қызығушылығын одан әрі қоздыра түсу үшін білімсіз журналист қауым өкілдері де Құдайдың құтты күні футболдың жарнамасын жасаудан бір тынған жоқ. Бұл жайт Снелманның тұсында Финляндияда да етек жая бастады. Фин жастары әлі де болса бәрі бірдей жан-жақты терең ойлап, жақсы мен жаманның парқын ажыратуға қауқарсыз, мәселенің байыбына барып, терең ойлануды білмейтін. Финляндия Ресейдің қол астына өткен соң, фин халқы шведтерге қарсы кек сақтап, оларға соғыс ашу сынды ойлардан ада болды. Өздігінен ойлануға енжарлық танытатын фин жастары бірі қалмай футболға құмарта бастады. Футбол ойнау жұқпалы дерт сынды күннен күнге жер-жерде, тіпті шалғай ауылдарда да сәнге айналды. Бүкіл бір буын өкілінің ойы мен ерік жігерін, сана сезімін билеген футбол дауасыз дертке айналды. Барлық жерде футбол бірлестіктері мен ұйымдары пайда бола бастады. Снелман мен оның жақтастары болса, елде белең алып бара жатқан бұл жайтқа бей-жай қарап отыра алмады. Себебі жастардың ойлау қабілетін нашаратып, тек екі аяқтарына күш түсіретін спорттың бұл түрі рухани тоқырауға себеп болуы әбден мүмкін еді. Ұлттың жас буын өкілдерінің мәдени және рухани оянғанын қалайтын отан сүйгіш азаматтары бір-біріне мұндай тек аяқпен қолдары ғана жұмыс істейтін жастар болашақта ұлтымыздың мәдениеті мен рухани дамуына қандай пайда келтірмек? Елімізге аяқ қолдар емес, рухы мен сана сезімі шыныққан адамдар қажет. Отанымыздың дамуына бұлар қалай қызмет етеді? Деп күмәндана сауал қоятын. Снелман бір кездері Испанияда көптеген адамдардың фантастикалық шығармаларды оқып, ақыр соңында әлгі адамдар сол кітаптардан әсерленгендері соншалық, соған еліктеп, қиялға жайып әлемдегідей өмір сүреміз деп жұртшылыққа мазақ болғанын, және ол жайында Сервантес өзінің атақты Дон Кихот атты шығармасында сөз етіп, сол адамдарды күлкілі кейіпкер ретінде суреттей отырып, халықтың көзін ашуға талпынғанын есіне түсірді. Снелман мен оның достары Испанияның атақты жазушысы еліктегіштікті шығармасының өзекті тақырып етіп алып, жазуға мәжбүр болғанына қарағанда, кейбір жастарымыздың осындай ақылға сыймайтын қияли іс-әрекеттердің өзі көз жұма қарауға болмайтын жайт деген ойға келді. Сервантес адамдардың қиялға жайыпқа негізделген шығармаларға қызығуының себебі олардың ойлау қабілеттерінің төмендігі және өздері ойлауға ерінетін жалқаулықтарының белгісі деп ұғынған және оны өз шығармасы арқылы халыққа түсіндіруге тырысқан. Себебі Сервантес мұндай шығармаларын жазған кезде испандықтар өздерінің артта қалған мемлекеттерін дамытудың жолдары мен ел экономикасын, мәдениетін, сондай-ақ әлеуметтік мәселелердің оң шешімін тауып, қажетті шараларды қолға алуға құлықсыз болатын. Осы тұрғыдан алғанда, олар ойлау қабілеттерін, өз мүмкіндіктерін толық қолданбағандықтан рухани жалаңаштанған еді. Сан мыңдаған адамдар күні бойы қиял қажайыпқа өрілген, шындықтың ауылынан алыс фантастикалық романдарды оқып, уақытын бос өткізетін және сол шығармаларды оқыған үшін бір істі тындырғандай өздеріне көңіл толатын болған. Ол өлкеде мәдениет саласында еңбек етіп, зейнет жасына жеткен адамдарды да кездестіру мүмкін емес. Халықтың сана сезімі селт етпей, қалың ұйқының құрсауында қалған. Күн өткен сайын білімсіздік пен кедейлік өрши түскен. Мемлекет өз күшін жоғалта бастаған. Қалың бұқараның мәдениеті мен экономикасы құрдымға бет алған. Осындай сын сағатта халыққа рухани тоқыраудан шығудың жолын көрсететін бірлі-екілі сауатты адамдар әлгі қияли шығармаларды оқып, бар болмыстармен сол әлемге еніп, өздерін бақыт сезінгесін, жай халық қайдан оңсын. Снелман іштей. Дәл қазіргі таңда жазушылардың жазғандарын біздің халық түсініп, олардың лайықты бағасын беруге өресі жете қоймасы анық. Бүгінгі қоғамның ергежейлі ұрықты адамдарының жасап жатқан арзанқол саясаты мен түкке тұрғысыз пікірлерін ашық айтып,
халықтың көзін ашатындай шығармалар туғызатын жазушылар қажет-ақ. Шынайы өмірді күлдіре отырып, түсіндіріп, жеңіл тілмен халықтың жедесіне жеткізетін Сервантестей шебер жазушымыз да жоқ. Дегенмен, дәл Сервантес сияқты туындыны жаза алмасақ та, шамамыз жеткенше, солардың жасаған үлкен істерін біз де жасай аламыз. Туберкулез, холера сияқты жұқпалы дерттерді тасымалдаушы микробтар көзге көрінбегенімен өте қауіпті. Олар кішкентай болғанмен, бүкіл бір мемлекеттің адамдарын құртып жібере алады. Ал қоғамның айықпас дертіне айналып отырған рухани микробтар болса, осы аурулардың микробтарынан бірнеше есе қауіпті деп ойлайтын. Финляндия батпақты жерде орналасқандықтан туберкулез бен безгек сынды жұқпалы дерттің ошағы ушығып тұрған еді. Қарапайым халық арасында безгекпен ауырғандардың саны күн санап артып, өкпе құртына шалдыққандардың көбісі өмірмен қош айтысып жататын. Бұл сырқаттарға қарсы күрес басталып та кеткен. Снелман: бұл күрес аздық етеді. Бізде бұдан басқа адамдардың сана сезімін, ойлау қабілетін кеміріп жатқан жұқпалы аурудың рухани түрі де кең етек алып барады. Сырқаттың бұл түрі күн өткен сайын жастарымызды құрдымға айдауда. Бұған қазір тоқтау қоймасақ, 5-10-15 жылдан кейін ұлтқа төнген қауіптің алдын алуға қауқарсыз боламыз. Сол себепті бізге тән сырқатымен қатар жанның жұқпалы ауруларымен де күресуге тура келеді деген сөздер жиі айтатын. Бір күні Финляндияда ең ірі футбол клубының 10 жылдық мерейтойын тойлауға арналған мемлекеттік деңгейде жарыс ұйымдастырылып, үлкен жиын өтетін болды. Бұл жиынға түрлі спорт салаларының мамандары да қатысты. Снелман да достарымен бірге осы жиынға келген. Ол Финляндияның ең ірі спорт қауымдастығының өкілі болып саналатын. Бұл жиында да Снелман сөз алып, жиналған жұртшылыққа өз ойын, көзқарасын ашық айтты. Біздің жастарымыздың спортқа қызығушылығы мені қуантады. Қандай да бір ақылға қонымды әрекетке өз басым қолдау көрсетуден жалыққан емеспін. Пәлсапа әлемінің отаны саналатын Грекияда да күрес, көркем гимнастика сияқты спорт түрлері қатар дамыған. Денені шынықтыру адамның физикалық мүмкіндігін арттырып, дене бітімін сұлуландыра түсері сөзсіз. Қалалық жерлерде еш қозғалыссыз, бір қалыпты күн кешкен адамның бұлшықеттері шау тартып, буындары босап, денсаулығы нашарлап, қан айналым жүйесі әлсіреп, күнделікті өмірде енжарлыққа бой ұрып, жалқау бола бастайды. Германияда мектеп жасындағы балалардың көбісі көзілдірікке еді. Демек, олардың көру қабілеттері нашарлаған. Олардың арасында бойлары бүкірейген, сүйектері әлсіз, қолдардың күші азайған, бет әлпеттерінде қансөл жоқ, солған, өсімдік сияқтыларды жиі кездестіруге болады. Олардың солғын жүздерін көрген сәтте, қолдарынан жетектеп, табиғат аясына апарып, кең далада еркін тыныстатып, жалаң аяқ жүгіртіп, таза ауада серуендеткің келеді. Ежелгі гректердің заманында Сократтың замандастары 3 қағиданы қатаң ұстанған. Бірінші, ешқашан еш нәрседе тым асамшылыққа бармау. Екінші, кез келген жайтты сыңар жақты ойланудан аулақ болу. Үшіншіден, барлық нәрсе белгілі бір өлшеммен дер кезінде жүзеге асуы керек деген принцип болған. Сократтың замандасы Аристофан философтардың тек ой еңбегімен шектеліп, дене шынықтырумен еңбек етуге келгенде енжарлық танытатындарын өткір сын садағына алған. Ол өзінің жазған шығармаларында бастары білімге толы екі аяқтылар мен құрғақ теорияны талдаудың шеберлерін аяусыз сынап мінеген. Гулливердің саяхаттарының авторы Джонатан Свифт болса, құрбақалар тәрізді әбден ісініп, алып адам боламыз деп ойлаған ергежейлерді мазақ етеді. Сондай-ақ Свифт лапуттарды кекесімен суреттейді. Лапуттар дегеніміз бастары үлкен, бойындары арық, денелері ілмиген, ебедейсіз жаратылыс иелері. Олар кітаптағы қатып қалған формулалар мен геометриялық фигураларға сүйеніп, сол шеңберде ғана өмір сүретін болған. Яғни дене бітімдері қаншалықты көзге қораш, қалай ыңғайсыз көрінсе, өмір сүру қағидаларды ақылға қонымсыз. Енді өз отанымызға оралсақ, осы соншалық жан жүрегімізбен сүйетін туған өлкеміздің лапуттар мен лилипуттардың мекеніне айналуын қалайсыздар ма? Бізге ергежейлерде лапуттар да керек емес. Біз финдердің аяқтарының күшті болғанын қалаймыз, бірақ ақылдарының әлсіз болғанына қарсымыз. Тек аяқ күшіне ғана сенетін, жарым-жартылай ойлайтын адамдар біздің халқымызға үлгі бола алмайды. Біздің идеалымыздағы азаматтарымыз ондай емес. Сіздер футболдың Финляндияда дамғанын көріп қуанып жатырсыздар. Күшті аяқ
атты футбол командамыздың көршілес жатқан Швеция, Норвегия, Данияда, тіпті сонау Мажарстанда өткен кездесулерде жеңіске жеткен мақтан етесіздер. Мен сіздің бұл қуанышыңызға қосыла алмаймын. Себебі мен біздің сүйікті суомимізде күшті ақыл, үлкен істердің бастамасы, ең сапалы жұмыртқа, ең сапалы дәнді дақыл, кір шалмаған арождан, жаңашыл ойлар, өміріне риза халық деген сияқты аттарды емдеген қауымдастықтардың пайда болған қалайым. Мен жас финдердің тек мажарларды ғана емес, француздар мен ағылшындарды да жеңгенін қалаймын. Бірақ біз тек футболда ғана емес, сапалы біліммен, жоғары өнер туындыларымызбен, сауда-саттық саласында және мемлекеттің өзге де салаларында олардан оқ бойы алда болуымыз керек. Бұндай маңызды даму кезеңінде тек футболшыларымыздың аяқ күштеріне сенетін болсақ, алысқа бара алмаймыз. Қарсымыздан топты қайтару үшін бас керек, бірақ ең мықты бас, біле білсеңіздер, ол қошқардың басы. Мен фин жастардың бар жоғы қошқардың бас сияқты мықты басқа ие болғанын мақтанатын жайт деп санаймын. Атақты Сократ пен Херкулдің суретін салыстырып көріңіздер. Сократтың маңдайы кере қарыс, нағыз философтың бейнесін көруге болады. Кең маңдайлы адамдардың ойлау қабілеттері өзгелерге қарағанда кең болады. Ондай адамдар терең ойлы болады. Сократ сондай адам болған. Енді салыстыру үшін Херкулдің суретіне қарасаңыз, ең алдымен ірі денесі көзге ұрады. Бұл оның батырлығы мен күшінің белгісі. Әйтсе де ондай адамдар күшті ақылға ие болмайды. Яғни қара күштің иелері терең ой мен рухани байлыққа келгенде кедей болады. Әлбетте, мен бұл мысалды айтқанда сіздерге Сократтың немесе Херкулдің екеуінің бірінің басын таңдаңдар деп тұрғаным жоқ. Айтқым келгені, аяқтарыңды жұмыс еткен кезде Сократ сияқты бастарыңды да жұмыс етіңдер. Барлық істер дер кезінде орындау қажет. Десек те, реті келгенде көңіл көтергенде дұрыс. Финляндияға тек топ ойнайтын адамдар керек емес. Бізге фин мемлекетін экономикалық, әлеуметтік, мәдени және рухани тұрғыдан дамытатын адамдар керек. Мәдени тұрғыда артта қалған ұлттар мен ұлыстардың өмір сүру салтына еліктеп, оларды көшірмелеуден аулақ болыңдар. Парижге барғандар кафелерді, Германияға барғандар мейрамханаларда, Анталияға барғандар футболды үйреніп келеді. Біреудің сасығы, біреуге таңсық демекші. Үйренгенің жөні осы екен деп, не болса соған иліктеуші болмаңдар. Әр нәрсені ақыл таразысына салып, екшеп, ішінен ең пайдалысын алуға ұмтылған жөн. Еуропадан ғылымды үйренуге талпыныңдар. Фин жастары, сендердің міндеттерің аяқтарың мен допты аспандату емес. Сендердің басты міндеттерің ұлтымыздың рухы мен намысын аспандату. Сол арқылы сүйікті отанымызда барлық салада дамытып, шын мәнінде бақытқа кенелту. Естеріңде болсын. Дені саудың жаны сау, ал жаны сау адамның рухы әрдайым асқақ болары сөзсіз. Отбасындағы бала тәрбиесі. Снелма мен достары Финляндияның халқын рухани ояту үшін жас ұрпақты тәрбиелеуге бар күш-жігерлерін сарқа жұмсады. Жастар мәселесі Снелманың ең жақсы көріп ерекше көңіл бөлетін тақырып еді. Снелман кейде жастарға ренжіп, ашуланғанымен, үлкендер жастарға кінә арта қалған жағдайда үнемі жастарды жақтайтын. Ол үлкендерге қарата, кінә жастарда емес, сіздерде. Сіздер жастарды қалай тәрбиелесеңіздер, олар солай өсіп жетіледі. Олардың әрбір іс-әрекеті жағымды жағымсыз. Сіздердің берген тәрбиелеріңіздің нәтижесі. Жастарға қандай тәрбие бердіңіздер? Деп олардың өздерін тығырыққа тірейтін. Аналар күнделікті ыдыс-аяқпен балаларының кір-қоңын жуып, тазалық жасап, ас әзірлеуден қолдар тимей, әкелер болса сауда-саттықпен, фабриканың жұмыстарымен шұғылданатын. Олар жұмыстан қолдары қалтеде қалса, түннің бір уағына дейін шайханалар мен түнгі клубтарда карта ойнап, балалардың тәрбиесін соңғы кезекке қалдыратын. Олар үшін туған балалардың тәрбиесімен айналысу зеріктіретін іс тәрізді болып көрінетін. Балалармен оңаша отырып сөйлеспейді. Олардың не нәрсемен айналысып жүргенінен бейхабар. Бар білгендері өздерінің көңілдері қалаған сәтте балаларының басынан сипап, оларға тәтті мен ойыншықтар алып беріп, ал енді бір шетте дыбыстарын шығармай, үлкендердің мазасын алмай, ойнаңдар дейтін. Басқаша айтқанда, не істесеңдер де оны істеңдер.
әйтеуір біздің басымызды ауыртпаңдар деген. Өңделмеген егіс алқабының құнарсыз болатын сияқты, толыққанды тәрбие мен мейірімге бөлінбеген баланың да өссе келе рухани сезімі кемелдікке жете алмай, адамзатқа да пайдасы шамалы болады. Отбасында сирек те болса, жақсылық, әдемілік, сүйіспеншілік сияқты тақырыптар сөз болғанымен, мейірімге бөліп өскен балалар болашақта қоғамнан өз орнын таба алмай қиналады. Көбінесе ата-аналар туған балалардың рухына азық болар мейірімге толы сөздерді айтуда сараңдық танытып жатады. Олардың күнделікті қайталай беретін жаттан сөздері болса, балаларының рухына әсер етуден қалған. Шынтуайтында толыққанды отбасы мен көкелері, тәтелері, нағашылары сияқты жақын туыстары болса да, тәрбиелері қадағалаусыз қалған бала рухани жетімдікке ұшырайды. Көбінесе отбасы үлкендері балаларды ішіп-жеммен киім-кешегін қамтамасыз етсек, сол да жетер деп ойлап, балалардың рухани тәрбиесін назардан тыс қалдырады. Мұндай мейірімге қанбай өскен балалардың ержеткенде жаман әдеттерге тез бой ұрулары таңғаларлық жайт емес. Ол азай, ес біліп, етек жия бастаған кезде отбасында түрлі кикілжіңдерге куә болады. Үлкен қалалар мен аудан орталықтарында жас жеткіншектердің істеген бұзақылық әрекеттеріне куә болған үлкендер, бұл не масқара? Мұна жүгірмектер бізге күн көрсетпейтін болды ғой, деп зар қағады. Құрметті ата-аналар, бір сәтке ар-ождандарыңызға есеп беріңіздер. Бұл бұзақылар қайдан шықты? Олардың отбасыларында жақсы тәрбие алып, өнегелі адам болып шығу үшін қандай жағдай жасадыңыздар? Үлкендер балаларға: өтірік айтпа, адамдарды алдау күнә болады деп, өздері бір-бірін алдап күн кешеді. Яғни олардың сөздері мен істері қабыспай жатады. Балалар ондай өтірікті тез аңғарады. Алғашқыда ата-анасын неге бұлай өтірікке жол беретінін түсіне алмай дал болады. Кейіннен мұндай жағдай бірнеше рет қайталанғанын көрген соң, ата-анасының сөзі мен ісі әрдайым сәйкес келе бермейтініне көздері жетеді. Осылайша ержеткен кезде бала мен ата-аналардың арасында сенімсіздік пайда болады да, ата-аналардың айтқанына құлақ аспайтын болады. Ата-аналар болса, туған балаларына сөз өтпей, дымдары құрып, шарасыз халге түседі. Өздері мұндай халге түсулеріне кінәліні басқа жақтан іздейді. Шын мәнінде мұндай жағдайда орын алуына бір кездері өздері үлес қосқанын ойламайды. Балаларды ұрысып, жазалаумен тәртіпке бағындырам деуі бос әурешілік. Олардың үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін азамат болып шыққан қаласаңыздар, айтқан сөздеріңіз бен істеріңіз қабзатын болсын. Кейбір ата-аналар отбасында киген киімдеріне, аяқ қолдарының тазалықтарына мән бермейді. Балалардың көзінше жыртық, кір киімдермен қалай болса, солай жүре береді. Тіпті кейбірі балалардың көзінше ұрысып, жанжалдасып, ауыздарына келгенде айтады. Бір-біріне құрметпен қарау дегенді ұмытқан. Ол аздай, анасы балаларына: көрдіңдер ме, сендердің әкелерің қандай оңбаған адам екен десе, әкесі де қалыспай: сендердің шешелерінің түрі мынау, деп бір-бірін жерден ап жерге салады. Балалардың көзінше басқаларды ғайбаттап, немесе өз пайдаларын көздеп, қызметті жоғарылау үшін тағы басқа кімдерге қанша сыйлық жасау керек деген сынды тақырыптағы әңгімелерді айтпау керек. Отбасында осы сынды жайттарға куә болып өскен балаңыздан 15-20 жылдан соң мақтан тұтарлық азамат шықпаса, түкте таң қалмаңыз. Бір сөзбен айтқанда, ұяда не көрсе, ұшқанда соны өледі. Осыны әрдайым естен шығармаңыздар. Ата-аналар, ойланыңыздар. Сіздер балаларыңыздың тәрбиесімен бірге болашақта самғап ұшар қанатын қомдап баптадыңыздар ма? Әлде керісінше олардың қанатын түбінен өз қолдарыңызбен қырып тастадыңыздар ма? Балалары есейген сайын әрбір ата-ана олардың болашағынан үлкен үміт, өмірінен тек жақсылықтар күтеді. Ұлдарының жоғары білімді инженер, дәрігер, немесе заң қызметкері болған қалайды. Қыздары бай, ауқатты жерге келін болып, қайғысыз, қамсыз өмір сүрсе деп тілейді. Олар балаларының бақытты болуының кілті жоғары қызметтің тізгінін ұстау, немесе бай жерге келін болды деп есептеп, сол мақсатқа жетудің түрлі жолдарын қарастырады. Осылайша ата-ана балалардың болашақта рахат өмір сүрулері үшін ең дұрыс шешімді қабылдадық деп ойлайды. Лев Толстой бұл жайында былай дейді: өмірдегі келеңсіздіктердің ең басты себептерінің бірі мынау: әрбір адам материалды және рухани тұрғыда қайғысыз, қамсыз өмір сүргісі келеді, бірақ өкінішке орай оған қол жеткізу үшін еңбек ету керектігін естен шығарып жатады. Кім де болса, саналы ғұмырында жақсылықтарға кенелсем деп ойлайды, бірақ өзі басқаға жақсылық жасау керектігін ұмытады.
Кейбірі жағымпаздықпен өзі аңсаған байлыққа, жақсылыққа қол жеткізсем деп ойлайды. Осындай оймен әркімге бір жағымпазданып, жалтақтаумен өмірдің соңына қалай келгенін білмей қалады. Ондай ата-анасы болған балада өскенде соны қайталайды. Олардың бойында ашкөздік, тойымсыздық, қолда барына қанағат етпеу сынды қасиеттер көрініс табады. Мұндай қасиеттерді балалардың бойына сіңірген кім? Әрине, ата-анасы. Бұндай жастар өздерінен басқа ешкімге сенбейтін, өзімшіл болып өседі. Олардың бойында отанға, ұлтқа деген сүйіспеншілік сезімі де көрініс табу екіталай. Өзге түгілі өз туғандарына да қайыры жоқ, қатыгез жандар осындай жастардан шығады. Не ексең, соны орасың. Егер жастардың рухани тәрбиесін, дәнді дақыл себілмеген егістік сияқты өз еркіне қалдырған болсаңыз, болашақта ол жерде жеміс орнына тікен өсіп шығары сөзсіз. Ата-аналардың балалардың жүрегін жақсылыққа құштар етіп тәрбиелеудің орнына, оларды өз еріктеріне қалдыруы ешқандай ақылға сыймайтын, ар-ождан алдында да кешірілмейтін жайт. Тіпті бұл балалардың болашағына жасалған қиянат. Десек те балаларымыздың дұрыс тәрбие алуы тек ата-анамен шектелмеуі керек. Мұндай маңызды мәселе мемлекеттік деңгейде қолдау тауып отыруға қажет. Заң шығарушы органдар ондаған заң шығарғанмен, халық қалаулылары сайлау кезінде халыққа қалағанша уәде бергенмен, үйдегі балаларымыз дұрыс тәрбие алмай, үлкен өмірге өз білгендермен қадам басатын болса, парламент пен барлық жоғары мекемелердің ешбір проблемасы ешқашан дұрыс шешімін таппайды. Қабылданған заңның да еш пайдасы болмайды. Себебі тәрбиелері солқылдақ, жас мамандар болашақта саясатта да солқылдақтық танытатын болады. Мектептер жастарымызға білім берудің орнына олардың ой санасын, жүрегін жасандылыққа баулайтын болады. Баспасөз қызметі болса, көшеге шығып тәнін саудалаған жезөкшелерді еске түсіретін болады. Аш бала тоқ баламен ойнамайтынын кері келіп, қарапайым халық, ұлттың элитасы саналатын жоғарғы санат өкілдеріне жек көріп, жиіркенішпен қарайтын болады. Біздің жас мемлекетіміз сіздерден болашақта мұндай нәтижені күтпейді. Финляндияның болашағы жарқын болады. Еліміздің әрбір азаматтың қарны тоқ, көйлегі көк, өз өмірлерін риза болып ғұмыр кешетін болады. Ол үшін осы басынан отбасылық өмірімізбен ұлтымыздың өмірін айырылмас бір бүтін деп санап, сол жолда күресе білуіміз керек. Снелман мен достары ауыл аймақтар мен қалаларда осыған ұқсас жүздеген жиындар жасап, халықты жақсылыққа үндеді. Мұндай жүректен шыққан жалынды сөздерді тыңдаған ата-аналар балалар мен жастардың тәрбиесіне жіті мән беріп, олардың алдындағы ата-аналық парыздарын барынша орындауға тырысып бақты. Олар көптеген жерде ата-аналар қауымдастығын құрып, үлгерімі мен тәрбиесі нашар балаларға қамқорлық көрсетіп, көмек қолдарын созды. Тәжірибелі педагогтар мен психологтарды шақырып, бірлесіп, балалардың проблемаларын екі жақтап шешуге жұмыла кірісті. Бала тәрбиесіне осыншалықты жауапкершілікпен қараған соң, көп ұзамай-ақ ата-аналардың еңбегі нәтижесін беріп, көптеген мәселелер шешіле бастады. Финляндияға аты шыққан тәжірибелі педагогтар мен психологтар туған өлкелердің түкпір-түкпірін аралап, бала тәрбиесіне қатысты семинарлар беріп, халықтың сауатын ашты. Олар бұқара халыққа баланың жан дүниесінің ерекшеліктері мен нәзік тұстарын түсіндіріп, олармен тіл табысудың жолдарын көрсетті. Осындай жанкештілердің арқасында әрбір фин отбасы жылдар бойғы ұйқысынан оянып, ұлттық рухтары сілкініп, дамудың жаңа әрі жарқын жолына бет алды. Олардың бұл әрекеттері құтты бағбанның егіннің бітік шығу үшін бақшаны баптаудың жолын көрсеткені сынды барша халыққа пайдалы болды. Мейірім мен сүйіспеншілікке бөленген бақша ағаштарының берерін бол, берекесі көл-көсір болары даусыз. Халық университеті. Фин халқының жас зиялыларда Снелманның жанына біртіндеп жинала бастады. Бұл топқа жаңа мәдениеттің жаршылары мен туған халқының болашағына қалтқысыз қызмет етуге бел буған жастар да қосылды. Снелман бастаған топқа Хельсингфорс университетінің профессорлары, шалғай ауылдардың мұғалімдері, саудагерлер мен фабрика иелері, ғылым докторлары мен адвокаттар да қосылды. Олар күн өткен сайын Финляндияның барлық аймағында халыққа қызмет етумен болды. Бұны олар еш пайда көздеместен, пендешіліктен ада, таза ниетпен, ынта ықыласпен жасады. Олар күн-түн демей еңбектеніп, туған ұлтының мәдениетін дамыту жолында күш-жігерлерін сарп етті. Бұл еңбектер үшін атақ, мансап та күткен жоқ.
халықтың қолындағы ескі кітаптарды жинап, олардың арасынан сапаларын іріктеп, шалғай жердегі ауылдарға таратып, ұлттың сауатын ашты. Алғашқы кездері 2-3 аптада бір рет, кейіннен жексенбі сайыны қарапайым халықты жинап, оларға түсінікті тілде әдебиет, медицина, экономика және мәдениет тақырыптарында семинарлар ұйымдастырды. Бұл бастамаға өз еріктерімен қосылған мұғалімдер, жер-жерден келген зиялылар бұрындық болды. Осылайша бұл өлкеде бұрын-соңды болмағаны халық университеті пайда болды. Бұл университеттің мұғалімдерінің көбісі шетінен от тілді, орақ ауызы шешен, жалындаған жастар еді. Олар туған ұлтының өкілдерін жинап, әртүрлі тақырыпта қызықты әрі тартымды семинарлар өткізді. Бұндай семинарлардың тыңдаушылары білмегендерін үйреніп, туған өлкесінің қандай да бір қажетіне жарау үшін, оның дамуына қызмет етуге құлшына кірісті. Бұрындары бақуатты адамдар байлықтардың бір бөлшегін шіркеуге беретін болса, енді олар білім қорлары мен тәрбие саласына қолдау көрсете бастады. Тіпті кейбір байлар үйлерін кітапхана, конференц-зал ретінде халыққа қолданысқа берді. Қарапайым халықта қол қусырып қарап қалған жоқ. Олар алыстан ат артып келген семинар мұғалімдермен шын жүректерінен қолдағы барымен бөлісті. Ел арасына семинар беруге келген профессорлардың айтқан сөздеріне дән риза болған ауыл адамдары оларға май, бал, жұмыртқа, өздері жасаған қол өнер бұйымдарын әкеліп, мынаны біздің атымыздан қабыл алыңыздар, отбасыларыңызға апарыңыздар. Сіз біз үшін мыңдаған шақырымды артқа тастап, осында келдіңіз. Біз де сізден қолымызда барымызды аямаймыз. Сіздің бізге берген қымбат ақыл кеңестеріңіздің қасында бұлар түкке тұрғысыз әрине, деп ақтарынан жарылды. Халық университетінің құрылғанына 25 жыл толған кезде Снелман тұратын Копия қаласында мемлекеттік деңгейде үлкен шара ұйымдастырылды. Аталған салтанатты шараның соңында Финляндияда Тосап патшасы деген атпен танымал болған Järvinen 1 сағатқа жуық баяндама жасады. Жиылған халық ұзақ мереке соңында шаршағандарына қарамастан, Järvinenнің әрбір сөзін тапжылмай, бар ынта ықыластарымен үйіп тыңдады. Järvinen сөзін былай бастады. Мен бір кездері кедейшіліктің дәмін татып, саудамен айналысып жүрген көпшіліктің бірі едім. Бала кезімде күніне бір себет тәтті нан сататынмын. Өсе келе базардың бір бұрышынан орын алып, шекер саттым. Ірі саудагерлер маған несие алуыма көмектесіп, құны бірнеше мың теңгені құрайтын тәтті нан, сағыз, кептірілген жемістерден беретін. Мен бұларды келісілген мерзімде сатып, несиемді дер кезінде жабатынмын. Менің қарызымды уақытылы қайтарғаныма риза болған саудагерлер болашақта жеке сауда орнымды ашуыма көмектесетіндіктерін айтатын. Ол кездері менің қарным тоқ, күнделікті кіріс көзім бар. Бұған қоса өзімнің кішігірім бөлмем де болатын. Бір адамның өмір сүруіне қажет нәрсенің бәр болса да өз жағдайыма көңілім толмайтын. Әрдайым рухым жетімсіреп тұратын. Терең ойға берген сәттерімде өз-өзіме алақандай дүкенім бар, күнделікті сауда жасайтын тұтынушыларым да белгілі. Кірісі мынау айтарлықтай көп те емес. Қашанға дейін осылай жүреді екенмін? Бүкіл ғұмырым осылай өте ме сонда? Деуші едім іштей. Järvinen профессорларға бұрылып сөзін сабақтай түсті. Мырзалар, біраз тағы сабыр етіп, менің басыма өткен хикаяға құлақ салыңыздар. Әрине, бала кезінде тәтті нан сатқандардың бәрі бірдей өсе келе мен сияқты Тосап патшасы бола қоймас. Және кез келген қыстақтың баласы үлкейгенде туған қыстағында театр ғимаратын салуға қажетті 10 мыңдаған қаражатты бере алмайды. Бұл аз десеңіз, алдарыңызда тұрған Järvinen сияқты туған қыстағында газет шығаруға қажетті шараларды жүзеге асыра алмайтындар рас. Мен бұл жасаған игі істерімді өзімді жарнамалау үшін айтып тұрғаным жоқ. Оның үстіне бұл жер адамдардың өздерін жарнама жасайтын орын емес. Сіздердің алдарыңызда менің бейнемде фин ұлтының өкілі тұр деп есептеңіз. Мен бұл жерде сіздердің алдарыңызда орман мен батпақтыланым екен ететін барынша еңбекқор фин ұлтын танытқалы шығып тұрмын. Бұл халықтың арасында мен сияқты талай Järvinендер бар екеніне өз басым шүбә келтірмеймін. Олар әлі күнге дейін орманда ағаш кесіп, тауларда тастарды қопарып жүрген болар. Мүмкін, олардың бір кездегі мен тәрізді өмірлеріне көңілдері толмай жүрген болар. Біз қиыншылықтан және еңбек етуден қорықпаймыз. Өзімізден ауқатты өмір сүретін жандарды да қызғанбаймыз. Тек Järvinen сияқтыларға бір қалыпты өмір тарлық қылатын сөзсіз. Себебі олардың рухы жаңашылықты аңсап тұрады. Бұдан да жақсы, жарқын өмір сүргілері келеді. Жан-жағынан сәулесін шашатын күн тәрізді олардың жаны жақсылыққа, жаңалыққа жаны құмар. Олардың рухтары қайнап тұр, бірақ шығар жол табылмай қиналады. Былтыр оңтүстік Италияға барып, тосап жасау үшін бір кемнен толтырып апельсин сатып алдым. Онда бірнеше күн болып,
Наполи қаласына жақын маңдағы Везу деп аталатын жанартауға бардым. Жанартаудың атқылап жатқан сәтіне жақыннан куә болып бақыладым. Буырқанып, тасып жатқан жанартауға қарап, жас шағымды есіме алдым. Сол кездегі ойларымда, жалынды сәттерімді жадымда тағы бір рет жаңғырттым. Жанартаудың ішіндегі қайнап жатқан сұйықтық таудың төбесіне біресе көтеріліп, біресе қайта төмендеп бүлкілдеп жатыр. Бұл сирек көрініске қарап тұрсаң, жанартаудың ішінде бір үлкен тажал мекендеп отырғандай көрінеді. Әлгі жоғары көтеріліп төмен түсіп жатқан қайнаған сұйықтық сол тажалдың тынысы таралап, демін ішіне тартқан тұстаған бейнесін елестетеді. Жанартаудың аузы жер астында бірігіп қалған қуат көздері үшін тым тар ысынды. Сол себепті қайнап жатқан вулкан қайта-қайта сыртқа ұмтылатындай көрінді маған. Мен де бір кездер осы жанартаудай өз кеудеме өзім сыймай жалындап тұрушы ем. Қазір фин ұлты да осы жанартау сияқты жоғарыға талпынып жатыр. Мына алдарыңызда тұрған Ярвиннен болса, осы жанартаудай жұлқынған жас ұлттың айырылмас бір бөлшегі. Карокеп. Ярвиннен сөзін әрі қарай былайша сабақтады. Мырзалар, осыдан тура 15 жыл бұрын бірнеше рет қылмыс жасап, бүкіл Финляндияны шулатқан Карокеп естеріңізде ме? Ол ұры әрі атышулы қарақшы болатын. Үлкен қалалардағы банктер мен шіркеулерді тонайтын. Полицейлерге ерегісіп әдейі ұрлық жасап, еш жазық жоқ адамдарды айуандықпен өлтіретін. Кезекті қылмыс үстінде ұсталып, ақыл есінің бүтін екендігін тексеру үшін мәжбүрлі түрде жындыханаға жатқызылды. Карокеп жындыханадан қашып шығып, ізім-ғайым жоқ болды. Кім біледі, мүмкін артынан қуған кезде полицейлердің атқан оғынан ауыр жараланып, мерт болған болар. Кешегі күнге дейін бәрімізде осылай ойлап келдік. Бірте-бірте Карокептің аты да айтылмайтын болды. Уақыт өте келе халық оны ұмытты. Мырзалар, сол Карокепті өткен жылы Италияда болған кезде Наполиді өз көзіммен көрдім. Ол дін аман. Алғашында мен оны танымадым. Шынымды айтсам, мен де оны баяғыда қайтыс болған шығар деп ойлайтынмын. Бір мейрамханада түстеніп отыр едім. Жаныма келіп сәлемдесті. Қасында 3 баласы бар. 3 ұлы да фин ұлтының өкілі деп танытса, көзі тоятындай сұлу да сымбатты екен. Ұзын бойлы, кең иықты, жирен шашты, көздерінің түсі тұнық, көлдің суындай көгілдір. Қараған адамды еріксіз өздеріне баурап алады. Итальяндықтар оларды Аполлоның ұлдары деп атайды екен. Үшеуі де Еуропаның беделді 3 университетінде білімдерін шыңдап жатыр екен. Үлкен ұлы Швецияда орман шаруашылығы мамандығы бойынша білімін жетілдірсе, ортаншысы Германияда болашақта химия мамандығын игеріп шықпақшы. Ол отын мен майды химиялық құрамдарына қарай өңдеуден өткізу деген тақырыпта ғылыми конференцияға қатысып, Германияның атақты университетінің бірінде зерттеу жұмысы жоғары бағаланып, болашағынан үлкен үміт күттіретін химия маман деген бағаға ие болыпты. Ақылды, сымбатты, әрі жоғары мәдениетті бұл 3 жас жігіт бір кездері қарақшылықпен аты шыққан Карокептің ұлдары. Ертеректе баспасөз бетінде Карокептің отбасы бар екенін, бірақ әйелі мен балалары оның өткен өмірінен бейхабар екендіктерін, Карокептің өзі болса өнегелі отағасы, мейірбан әке болғандық жайында оқыған едім. Кейін ел Карокептің отбасын дамытты. Карокеп бостандыққа шығысымен, жанашыр достарының көмегімен отбасын Америкаға көшіріп алыпты. Жұбайы Америкаға бара жатқан жолда ауыр науқастан көз жұмыпты. 3 ұлын өзі тәрбиелеп, бағып-қағып, оларға әрі әке, әрі ана болып, балалармен бірге сауатын ашып, өзі білімге ден қойыпты. Карокеп атын да өзгерткен, бірақ оның жаңа есімін атағанды жөн көрмей тұрмын. Ұлдарын ертіп Италияға саяхатқа келген екен. Ол атын да, азаматтығын да өзгертіп, екінші отаны болған Оңтүстік Американың бір мемлекетінде саудамен айналысып, уақыт өте келе сол елдің бидай патшасы атаныпты. Қазір шіріген бай. Оның байлығын қасында мына алдарыңызда тұрған Тоса патшасының байлығы түкте емес. Балалық шағымызбен жастық шағымызда Карокеп екеуміз өте жақын дос болғанбыз. Екеуміздің де әкеміз кедей еді. Мен Карокеппен бірге өстім. Тағдырдың істен не шара. Екеуміздің әкеміз бір уақытта дүние салып, бірдей жетім қалдық. Жесір аналарымыз бізді жетектеп қалаға келді. Мені бір наубай қайнашының жанынан көмекші қылып, жұмысқа орналастырды. Карокеп болса, көтерме саудамен айналысатын бір бай саудагердің көмекшісі болды. Ол саудагер үйді аралап, терек жинап сыртқа сататын. Ол жақтан арзан бағаға бидай әкеліп, ауыл адамдарына қымбат бағаға өткізетін. Карокеп сымбатты, ақылды және өте еңбекқор еді. Бірақ мінезі сәл қыңырлау болатын.
Тез өкпелеп тез ашуланатын. Өзін жала жапқан адамды аямайтын. Қатты ашуланғанда қалшылдап бет әлпеті тұтығып кететін де тістерін қышырлатып: "Мен саған Каракөптің кім екенін, маған жала жапқаның қандай болатынын да көрсетейін. Екінші рет маған қарсы келуге батылың жете ме екен? Көрейін сенің әуселеңді", деп сыздана тіл қататын. Саудагер Каракөпті жақсы көретін, әрдайым оның өте намысқой екендігін тілге тиек етіп отырушы еді. Арада бірнеше жыл өткен соң әлгі саудагер Каракөпке маңызды сауда істерін сеніп тапсырып, саудадан түскен ақшаны да аманаттайтын болды. Осылайша Каракөп үлкен сауда қоймасының меңгерушісіне дейін көтерілді. Бір күні біз күтпеген жайт орын алды. Каракөп бастығына айтпай, саудадан түскен ақшаның бәрін ауыл адамдарына теңдей бөліп беріп, бастығын бір күнде шығынға белшесінен батырған. Бұл аздай бастығын өлімші етіп жауап тастапты. Көпшілік саудагерге араша түсіп, Каракөпті қамауға алғызған. Каракөп сотта жұмған аузын ашпай, ешқандай түсініктеме бермей қояды. Тек сот отырысы біткен кезде жиналғандарға мысқылдай күліп: "Менің орныма бастығымды түрмеге тоғытқанда әлдеқайда дұрыс болар еді", депті. Бастық болса түк түсінбегенге: "Каракөп ақылынан адасқан-ау шамасы", депті. Каракөп бұл қылмыс үшін бірнеше ай түрмеде жатып шығады. Түрмеде болған кезде ешкіммен етене араласпай, өзімен өзі кітап оқумен уақыт өтірген. Түрмеден шыққаннан кейін әйелі мен балаларын шетелге жіберген. Сонан соң ұрлықпен адам өлтірмей айналысқан. 2 жылдың ішінде бірнеше банк пен 10 шіркеуді тонаған, 3 дін қызметкерін өлтірген. Халықтың арасында зор беделге ие болған. Мықты дәрігерді кезекті шақыртуға барып, келе жатқанда өлтіріп кеткен. Бірақ дәрігердің ақшасына, жеке заттарына қолын сұқпаған. Не үшін өлтіргені де түсініксіз. Бұл қылмыстың артын ала бере қала шетіндегі шіркеуге ұры түседі. Шіркеуге жақын жерде тұратын поп түн ортасында шіркеудің терезесінен шам жарығын көре салысымен сонда барады. Шіркеудің дәл алдына келгенде ұрлықшы мен поп бетпе-бет келіп қалады. Қарақшы поптың алдында келе жатқан адамды бір ұрып құлатып, артта келе жатқан поптың да басын жарып қашырен өледі. Поп жан ұшыра бар даусымен: "Құтқарыңдар, құтқарыңдар", деп айқай салады. Аязды күнде қабырғасынан өтіп бара жатқан бірнеше ауыл адамдары араша сұраған дауысты ести сала шіркеуге қарай жүгіреді. Шіркеуге жақындағанда қашып бара жатқан адамның сұлбасын көздері шалып қалады. Олар ұрыны қуып жетіп, құрықтап тәртіп сақшыларына табыстайды. Қолға түскен адамның аты-жөнін сұрағанда, өзін қарақшы Каракөппін деп таныстырған. Еш жемірікпестен банктерді, жұмыс орындарын, шіркеулерді қалай тонағанын, 3 шіркеу қызметкері мен 1 дәрігерді қалай өлтіргенін баяндап берген. Ол қылмыстарды жасағанда көмекшілерін кім деп сұрағанда, қылмыстардың бәрін өзім жасадым. Көмекшілерім маған тек мәліметтерді жинап берген. Олардың аттарын сендерге айтпаймын. Бұның бәрін мен өзім үшін жасадым. Барлық кінәні өзім мойныма аламын. Мен жеңілдім. Ендігі тағдырым сендердің қолдарыңда. Қаласыңдар мені өлім жазасына кесіңдер. Тек менің көмекшілерім туралы сұраушы болмаңдар, деп жауап береді. Бұл оқиғадан кейін Каракөпті мәжбүрлі түрде емделуге жындыханаға жатқызады. Көп ұзамай Каракөп бұл ауруханадан қашып шығып, ізін суытады. Арада бірнеше жылдар өткен соң, халық болған оқиғаны да Каракөпті де ұмытып кеткен болатын. Енді міне, күндердің күнінде Наполиде түстеніп отырғанда, Каракөп жаныма келіп, менімен Финче амандасады деп кім ойлапты? Ол менің үстелімнің қасына келіп: "Кешіріңіз, сіз Ярвинен емессіз бе?" деп сұрады. Мен таңғалысым жасыра алмай: "Иә" дедім. "Юкко Ярвинен", деп нақтылай түсті. "Иә" дедім. "Тамуферс маңындағы Кольмарви деген жерден емессіз бе?" деп сұрады. Иә, сіз оны қайдан білесіз? Мен сізді алғаш рет көріп тұрмын, дедім таңдана түсіп. Ол мен қарақшы Каракөппін деп өзін таныстырды. Юкко, менің ескі досым Юкко. Балашағыңдағы досың Йохан есіңде ме? Қарақшы Каракөппен амандасуға қолыңды созасың ба? Деп маған қолын берді. Каракөппен бірге бөлмеме келдік. Түні бойы Финче сөйлесіп, ұзақ сырластық. Ол маған: "Балаларым, әкелерің бұрын кім болғаннан бейхабар. Америкада 2 рет тұрғылықты жерім мен атымды ауыстырдым. Отбасымды Американың оңтүстігіне көшірдім. Өзім солтүстікте жұмыс істедім. Мен сырт көрінісінде жартылай американдық, жартылай испандық болып көрдім. Бірақ рухым мен өз туған ұлтымнан бір сәтке де алыстаған емеспін. Мен финмін. Қазіргі тұрмысым, күн көрісім жақсы." Ярвинен, мен саған ағымнан жарылып, күнәларымды жоққа шығарғым келсе, мені тыңдайсың ба? Менің соңыма түспеуге, маған қарсы мәлімет бермеуге, арының алдында сөз бересің бе, деп сауал тастады да артынша:
Мен сенің өміріңді сырттай жақсы білемін. Біздің туған өлкеміз Суомидің де күнделікті тіршілігінен хабардармын. Әрдайым бақылап жүремін. Болып жатқан жаңалықтарға қанықпын. Бала күнімде сені қатты жақсы көретінмін. Қазір алдымда отырған Тосып патшасын да жақсы көремін. Мен сенің жастық шақтағы жақын досыңның қандай адам болғанын білгеніңді қалаймын. Йохан Каракөпті жек көргеніңді қаламаймын. Білесің бе, мен шын мәнінде жұрт ойлағандай қарақшы емеспін. Білем, сен ол кезде рухани ауруға шалдыққан едің, солай емес пе? Иә, ол кезде рухым айықпас дертке шалдыққан еді. Надан едім. Бір сәт өзің ойланып көрші. Елестетші. Көзге түртіксіз тасқаранға үлкен үйдің ішінде жалғыз сенделіп жүрсің дейік. Бұл үйде жүздеген бөлмелер бар. Барлық бөлмелер үй жиһаздар мен заттарға толы. Бірақ жарық сәуледен махрумсың. Қолыңмен қарманып жүріп келесің. Кейде қолың тиіп кеткен заттар құлап сынып жатады. Осылайша басқаларға да зиян тиеді. Ол аздай қолыңды да жаралайсың. Сенің ойыңша, мұндай жерде жалғыз қалған адам жынды ма, қарақшы ма? Әлде жол болмаған байғұс па? Мен де бір кездері осындай жағдайда болғанмын. Елімізде әлі күнге дейін мен сияқты рухани қапас, түнектен шығудың жолын таппай жүргендер қаншама? Деді де қолымнан ұстап. Юкотайым менің. Осындай қараңғылықтан аман шығып, өмірде өз жолын тапқаныңа қуаныштымын. Баяғыда қоймада істеп жүргенде маған әрдайым бірдеңе жетпейтіндей көрінетін. Өз-өзімнен дүниеге сыймай жүршім, деді. Ол кездері мен де өзімді солай сезетінмін дедім. Міне, көрдің бе? Менің айтқым келгені осы еді ғой. Біз білмейтін миллиондаған ярвинендер мен Каракөптер дүниенің бұрыш-бұрышында рухани ізденіс ішінде қиналып жүрген болар. Олар жандары жай таппай, өмірдің өз орындарын таба алмай, күн сайын жақсылықты аңсаумен келеді. Есіңде болар, мен саудагердің көмекшісі болып жүрген кезде, уақыты келгенде өзімнің кәсібімді ашуды армандаушы едім ғой. Күнделікті жұмысым жақсы болғанмен, көңілім көнши қоймайтын. Бір күні әлгі саудагер маған қойманы сеніп тапсырды. Қойманың есебі өз қолыма өткенде, оның халықты алдап жүргенін білдім. Ол ауыл адамдардың өткізуге әкелген бидайларын бір таразымен тартса, сатқан кезде басқа таразымен тартады екен. Яғни екі таразымен де адамдардың ақысын жеп жүрген. Мұны көрген кезде жылдар бойы байқамай, саудагерге халықты алдауына көмектесіп жүргенін түсіндім. Өз-өзімнен қатты жиіркеніп кеттім. Сөйтімде саудадан түскен бар ақшаны халыққа таратып бердім. Дүкеннің есінде соққыға жықтым. Егер адамдар араша түспегенде ашумен өлтіріп қоюым да мүмкін еді. Осылайша қамауға алындым. Тәртіп сақшыларына алаяқ сатушылар мен дүкен иелері туралы айтуды жөн көрдім. Бірақ ауыл адамдары дүкен иесіне қарсы мәлімдеме бермейтіндіктері жайында жазбаша қолхат бергендіктен бұл ойымнан бас тарттым. Ауыл адамдар шағымдаса, дүкен иесінің үстіне шағым түсірсе, оларға бидай, азық-түлікті қарызға бермей қояды деп қорқатын. Мен де амалсыздан үнімді шығара алмадым. Бірақ ауыл адамдарының да бұл қылықтары үшін бәрін жек көріп кеттім. Кеудемде оларға деген кек пайда болып, барлығын ұрып, соққыға жыққым келді. Сөйтіп түрмеден бірақ шықтым. Түрмеде жатып бостандыққа шыққаннан кейін немен айналсам? Тағы да сол баяғы алаяқтармен күн көріс үшін бірігіп жұмыс жасаймын ба деген ойлар жиі оралатын болды. Бұл ойлар есіме түскен сәтте іштей қиналып, қобалжып жатырмын. Бейшара халқыма, өзгенді ұрлап, өзді тоналып жүреді. Тәңірге деген сүйіспеншіліктерінің артуы үшін пұтханалар мен зәулім шіркеулер салдырады. Сол ғимараттардың алдында мыңдаған адамдар тірідей отқа жағады. Енді біреулері болса, Тәңір жолында өздерін құрбандыққа шалады. Осыларды көріп, бойымда адамдарға Тәңірге қарсы өшпенділік сезім пайда болды. Мен оларға, ақыры өздеріңді құрбандыққа шалады екенсіңдер. Олай болса шыдаңдар. Бұны да өздерің тілеп алдыңдар деп айқайлағым келетін. Сөйтіп саналы түрде қарақшылықпен айналыса бастадым. Алдымен банктерді тонадым. Ең ұнайтын ісім шіркеулерді тонау болатын. Ең жақсы деген поптарды біліп алып, әдейі оңтайлы сәтін тауып, соларды өлтіретінмін. Осы қылмыстарды жасап жүріп іштей, о Тәңірім, неге мені адамдардың қолына түсірмейсің деп Тәңірді жазғыратынмын. Қолға түспеген сайын көкке қарап, одан сайын ашуыма мініп, адамдардың сенген Тәңірі ойдан шығарған бірдеңе, көкке ештеңе де жоқ, бәрі де жалған дейтінмін өз-өзіме. Жалғандық пен құлдықты жер бетінен жою үшін қолымнан келгенше бәрін жасауға тырысып бақтым. Адамдарды өлтіре бастадым. Көп ұзамай қолға түстім. Бұдан қорықпадым, тек таң қалдым. Бәрі мен ойлағандай жалған болмағаны ғой, деп ойладым. Өлім жазасына кесілдім, бірақ мені жынды деп емделуге жіберді. Өз-өзіме іштей, жынды мен емес, сендерсіңдер. Ақымақтар, өтірікшілер. Мен де сендер сияқты ақымақпын. Ақымақтық жасап тұзаққа түстім. Ақымақ болмаса дені сау адам, аппақ қар жамылған қыста, аязда, түн жарымда ұрғырсай ма дедім. Бірнеше ай емханада болдым. Мені күнде үздіксіз тергеуге алатын. Бірақ біреуі менің дертімді түсіне алмады. Сосын жолын тауып, ол жерден қашып шықтым. Баяғы
басын жарған поп емделіп өзінің мазарлыққа жақын үйінде тұрып жатқанын білетінмін. Кенет есіме сол поп түсіп кетпес бұрын ма. Содан попқа қалжыңдағым келді. Емханадан қашып шыққан соң достарымның үйіне барып киімімді ауыстырдым. Сол түні поптың үйіне бардым. Терезеден қарап едім, поп кітап оқып отыр екен. Маңдайындағы жарасы әлі толық жазыла қоймапты. Есіктің қоңырауын бастым. Іштен біреудің аяқ дыбысы естілді. Босауға жақын келіп, кімсің деді, жайбарақат дауыспен. Попты іздеп жүрмін дедім. Оны қайтпекшісің? Дінге қатысты бір шаруам бар еді. Поп есікті ашты. Мені дұрыстап көру үшін қолындағы шамды бетіме тақады. Жүзіме үңіліпті, бір нәрсеге есіне түскендей қабағы түйіліп қалтырай бастады. Босағада тұрған күйі, мені таныдыңыз ба дедім. Сізді бір жерден көрген сияқтымын, бірақ қай жерде көргенім есіме түспей тұрғаны. Соңғы кездері ұмытшақ бола бастаппын деді. Онда сізге көмектесейін. Мазарлықтағы болған оқиға есіңізде ме? Мен дедім. Поп бірден кейін шегінді, бірақ айқайламады. Есікті де жаппады. Сәл үнсіз тұрды да жай ғана, сіз қамауда емессіз бе деді. Қашып кеттім. Мұнда не үшін келдіңіз? Жасырыну үшін. Кітаптардан қарақшылардың пұтханаларда жасырынғанын оқыған едім. Мен сізді өлтіргім келген. Енді бір христиан поптың өз дұшпанына қалай қамқорлық жасайтынын көргім келеді. Поп менің сөзімді бөлмей тыңдап ішке кіргізді. Үйге кірісімен бар екпініммен есікті жаптым. Мазақ қылған сияқты поптың бетіне күліп қарадым да, сізді қазір тағы да өлтіру мүмкін деп қорықпайсыз ба дедім. Үй иесі басымнан аяғыма дейін қарап тұрды. Жоқ, қорықпаймын деді. Неге? Мынадай көздері бар адамдарды өлтіре алмайды. Менің көздерім қандай сонда дедім, таңғалысым жасыра алмай. Мұңды, терең қайғыға шомған. Сіз рухани науқасқа шалдыққан жансыз. Бөлмеге жүріңіз деуі мұң екен. Мен өзімді түсінбей әрі-сәрі күйде қалдым. Темірдей мықты, қатыгез, Каракөп бұл жолы үйге кірісімен тоңазытқыштан шығарылған балық сияқты ерей бастады. Бөлмеге кіргенде үстінде бет ашық күйінде жатқан Інжілге көзім түсті. Шамасы поп, мен келместен бұрын оқып отырса керек. Қарныңыз аш па? Жүрегі жалғап бірдеңе берейін бе деді. Мен сыр білдіргім келмей, даусымды нығыздап, шарап әкел дедім. Тынысым тарылып, тамағыма бірдеңе тірелгендей болды. Үй иесі бөлмеден шығысымен көз жасыма ерік беріп, егіліп жылай бастадым. Есейіп, ес білгелі бері дәл осылай егіліп жыламаппын. Поп бір стақан шараппен сарымай жағылған бір тілім нан әкелді. Поптың алдына тізелеп отырып, қолынан сүйе бастадым. Мені кешіре көріңіз, дедім. Көңіліңізді түсірмей, шарабыңызды ішіңіз. Жаратқанға қарсы шығып, сізді мазақ қылып, тіпті осы жерге сізді өлтіру үшін келдім. Бірақ нәтиже мен ойлағаннан мүлдем басқа болып шықты. Деп көп жылдар бойы өмірден көрген білгендерім мен түйгенімді, жер бетінде жалғандық атаулыны жою үшін жасаған әрекеттерімді еш бүкпесіз жайып салдым. Үй иесі сөзімді бөлмей, үнсіз ғана мені тыңдап, кейде қолдарымды қысып, басымды сипап, сабырға шақырумен болды. Хикаямды айтып бітірген соң ғана маған қарап күлімсіреп, демек, сіз Тәңірге қарсы соғыс жариялаған екенсіз ғой. Тәңірдің ашуына тиемдеп, шіркеулерді тонап, жақсы адамдарды өлтірмей айналыстыңыз. Адасқан байғұс адам екенсіз деді. Тәңірдің бар екендігі рас болса, мені неге жазаламады дедім. Балам, сен Тәңірді өзің сияқты көріп, онымен ерегісуге талпынғансың. Тәңір сен сияқты адасқан пенделердің деңгейімен өлшенбейді. Ол сенімен ерегісетін пенде емес қой. Тәңір сені жазаламаса, өзін түзе түсін деген болар. Алғаш өмір есігін ашып, оң солын жаңа тани бастаған бала, Иохан қандай пәк, күнәсіз болған болса, қазір де солай болуға тырыс. Бұл сөзді ести салысымен мен, олай болса, мен өз еркіммен барып, қайта берілейін дедім. Поп, жоқ, сенің қайтып барып қолға түсуің мен үшін маңызды емес. Иса пайғамбарға күнә жасаған әйел келіп, өзінің айыбын қалай жуалатынын сұраған екен. Сонда Иса пайғамбар әйелге, орныңнан тұр да өз жолыңды тап, бұдан былай күнә жасаушы болма депті. Сен де бұдан былай ар мен намысты жоғары ұста, нәпақаңды адал жолмен тап. Балаларың да бар болар. Олар да адалдыққа баулы. Балаларың сенен адал еңбек етуді үйренсін деді. Міне, сүйікті досым, мен осылайша өмірімнің жаңа бетін аштым. Балаларымды тәрбиелеп өсірдім, адам қылдым. Менің бар хикаям осы. Енді сенің осы күнге қалай жетіп, Тосап патшасы атанғаныңды өз аузыңнан тыңдағың келеді деді. Ярвинен мен Каракөп тай құлындай тебісіп бірге өскен. Екеуі де бүгінде өз ұлтының ажырамас бөлшегіне айналған.
Біреуі қараңғылық пен надандықтың ішінде қалып тұншықса, екіншісі күннің сәулесіне білінген көктемдей құлпырып, туған елін ояндырып, жақсылыққа үндеген. Ярвинен сөздің осы тұсында университет профессорларына былай деді: сіздердің Тосоп патшасы атанған Ярвиненге және мен сияқты болашақтың Ярвинендеріне жасаған қызметтеріңізді ерекше атап өткім келеді. Олардың көзін ашып, білім мен тәрбиеге баулайтын сіздерсіздер. Құрметті мұғалімдер, Ярвинендер мен Каракөптер бір ұлттың балалары. Әрқайсысы бала кездерінде қаншалықты жақсы болса, өссе келе соншалықты қауіпті болулары да мүмкін. Егер мен бүгінде баршаның құрметіне бөленсем, бұл жалғыз менің ғана еңбегім емес. Сол сияқты Каракөп көпшіліктің қарғысына ұшыраған болса, ол да тек оның ғана кінәсі емес. Бұл екеуі бір медальдің екі жағы, бір ағаштың екі бұтағы тәрізді. Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін балада болмайды.